біз не істейміз, жалпы нұсқа талдау көбірек жасаймыз. Енді есте сақтап алыңдар, мен қазір сендерге бүгін бір нұсқаны талдап көрсетемін. Одан кейін ең бірінші мен былай айтайын, басынан бастап біз наурыз ұбт-ға кіретін кезде қандай тақырыптарға көбірек дайындалып кіреміз. Ең бірінші, яғни аса жиі келетін сұрақтар, міндетті түрде кез келген нұсқада болатын сұрақтар, генетикалық қатардың сұрақтары. Генетикалық қатардың сұрақтары деген сөз бізде андай тізбекті реакциялар береді ғой, А заты, В заты, С заты, генетикалық қатардың сұрақтары болады. Яғни сол генетикалық қатардың сұрақтарын дайындалу керекпіз. Генетикалық қатардың екі органикалық қосылыстарға арналған, одан кейін органикалық қосылыстарға арналған. Енді биорганикасы ондай қатты жиірек келмейді, бірақ органика көбірек келеді. Сондықтан ол біз генетикалық қатардың сұрақтарын шеше алу үшін міндетті түрде кез келген қосылыстардың біз несін біле алу керекпіз, жалпы химиялық қасиетін білу керекпіз. Сондықтан есте сақтап алыңдар, сендердің көбінесе сәйкестендіру сұрақтары, екі балдық сұрақтарда кетіп жатқан біраз балдарының барлығы негізі осы химиялық қасиеттерге байланысты, барлығы көбісі реакцияларға байланысты сұрақтар келеді. Сосын екінші, яғни екі балдық сұрақтарды алу үшін міндетті түрде, яғни біз теорияға толық дайын болу керек. Теорияға наурыз ұбт кезінде дайындалмай кіретін болсаңдар, тоже нағыз ұбт-да да тура сондай результаттың шамаласын ғана көрсетесіңдер. Өйткені жалпы теорияға дайындалмайтын адам ол уже почти 50 балдың жартысын ала алмайды. Сол 20-25 балдың көлемінен аспайды. Сондықтан міндетті түрде көбірек фокус бәрібір теорияда болу керек. Бірақ тек қана 100% теория деген мағына емес. Бірақ ең маңызды тағы да, яғни кез келген нұсқада салыстырмалы түрде қарайтын болсаңдар, яғни бізде 1 балл мен 20 балдың аралығындағы сұрақтар, олар өте оңай сұрақтар. Әсіресе 1 балл мен 20 балдың аралығындағы сұрақтардың көбісі бізде 11 сыныптың тақырыптарынан келеді. 11 сыныптың бірінші бөлім, екінші бөлімінде нанотехнология, одан бөлек жаңа полимерлерді өндіру, құймалар, одан кейін күкірт, азот қосылыстары, аммиакты өндіру, шойын болат өндіру деген тақырыптар бар. Осы 1 балл мен 20 балдың аралығында көбірек сұрақтар негізі осы жерден келеді. Яғни оңай сұрақтар, бірақ ол жаттап алатын теориялық сұрақтар. Сондықтан біз көбірек сол нәрсеге назар аудару керекпіз. Одан кейін ең маңызды, яғни бізде контексттік сұрақтарды шеше алу үшін міндетті түрде нені білу керекпіз? Теория. Егер контексттік сұрақ ана жерде сипатталып жатырған нәрсені білмейтін болсақ, кім туралы айтылып жатырғандығын назар аудармайтын болсақ, біз тоже контексттен 5 балл ала алмаймыз. Одан кейін сәйкестендіру сұрақтарына дайындалу керек. Сәйкестендіру сұрақтарына дайындала алу үшін бізге бәрібір теорияны білу керек. Енді осы уақытта ондай қатты сәйкестендіру сұрақтарына есеп келмейді. Осы 50 балдың 10 баллын біз теориялық сұрақтар арқылы аламыз. Одан кейін соңғы 10 балдық сұрақтар, олар қандай тақырыптарға байланысты? Пластинка есептеріне байланысты. 11 сыныптардың тақырыптарында квант сандары, радиоактивтілік деген тақырыптар бар. Одан бөлек ең маңызды олеумның есептері, міндетті түрде қоспан есептері болады, 2 балдық сұрақтардың арасында. Одан кейін малярлық концентрация, тығыздық, яғни енді бізде неше түрлі тақырыптар бар ғой, бірақ міндетті түрде кез келген нұсқада үнемі кездесетін бізде тақырыптар болады. Мысалы ретінде тотығу, тотықсану реакциялары, яғни ол туралы контексттер ондай қатты келмесе де теңестіруге байланысты, яғни ұзын тізбектер теңестіруге байланысты сұрақтар келеді. Неге қаңтар ұбт-та көп оқушылардың қателескен сұрақтарының біразы негізі химиялық қасиет. Ол жалпы бір затпен екінші бір зат реакцияға түскенде теңнен кейін өнімді таппай қалады. Тоже көбінесе органикалық сұрақтар келген кезде жалпы олардың химиялық қасиеттерін білмейді. Мысалы алтандарға қандай химиялық қасиеттер тән десе, оны айта алмайды. Мысалы көмірсуларға қандай бізде химиялық қасиеттер тән десе, оны ажырата алмайды. Соның нәтижесінде екі балдық сұрақтан бәріне кетіп жатыр. Келген де білмедім ғой дейді. Просто егер қиын сұрақ болса, көбінесе естерінде қалмай қалады. Тітір, тотықстанудың есептері көбінесе оңай есептер емес. Бізде көп коэффициенттермен келетін сәйкестендіру сұрақтар болады, солар да келеді. Міндетті түрде бұлар көбірек оқушылар қателесетін тақырыптарға жатады. Сосын ең маңызды, кез келген нұсқада химиялық реакция жылдамдығына байланысты сұрақ болады. Есеп болуы мүмкін, бірақ химиялық реакция жылдамдығы өте оңай тақырыптардың қатарына жатады. Мысалы бізде мұндағы 47-ші нұсқадағы бірінші яғни сұрақ бізде генетикалық қатар. Бұл бізде биорганикалық заттардың генетикалық қатар деп аталады. Яғни бізде бұл жерде алюминийдің хлориді, одан алюминийдің хлоридінен бізде алюминийдің сульфатын алған дейді. Енді бұл жерде алюминийдің гидроксиді бар, одан кейін алюминийдің оксиді бар. Енді бұл қалай алынады? Бізде алюминийге бірінші тұз қышқылымен немесе хлормен әсер етсек болады. Нәтижесінде менде алюминийдің хлориді алынады, одан кейін менде сутек газы бөлініп шығады. Одан кейін алюминий хлоридінен менде алюминий. Енді бұл жерде алюминийдің қараңдар, алюминий хлор 3 деп тұрды. Оған менде алюминий 2 ұшты қоса алмаймын. Яғни мына жерде менде оксидтің рөлін атқарады. Алюминий NO3-ті қосатын болсам, мынау менде тұз бен тұз өзара реакцияға түспейді. Мысалы ретінде варианттарға қарайтын болсам, мұнда алюминий, яғни NO3 менде 2 еселенген деген бар. Алюминий мен алюминийдің тұздары бір-бірімен реакцияға түспейді. Алюминийдің бромидте тоже менде алюминийдің тұзы. Сондықтан мен мына варианттар жауаптарға сәйкестендірмеймін. Мен сонда мына жерде немен әсер етеді екенмін? Алюминийдің хлориді бар. Яғни алюминийдің хлоридіне мен мына жерде алюминий гидроксидінің реакциясы бар. Бірақ енді гидроксидін алайық, натрий OH қосатын болсам, мысалы немесе
немесе калий уашты қоса беруге болады. Сол кезде менде алюминий уаш алынады. Енді генетикалық қатардың қазір екі түрлі сұрақтар болады, оны қазір түсіндіріп өтемін. Екіге жіктеледі олар бізде. Мына жерде менде не түзіледі енді алюминий гидроксидімен, мына жерде менде натрийдің хлорид түзіледі. Осы жерден алюминий OH3, алюминий OH3-қа SO4-ті алу үшін мен немен әсер етемін, яғни күкірт қышқылымен әсер етемін. Нәтижесінде менде алюминий 2 SO4, яғни 3 еселенген, плюс менде NH2 түзіледі. Енді қараңдар, генетикалық қатардың сұрақтарының кезінде ең маңызды енді көбінесе биорганикадан ондай қатты қиналмайсыңдар, органикадан қиналасыңдар. Органиканың генетикалық қатардың сұрақтарын міндетті түрде шеше алу үшін қандай реакцияда, қандай катализатор, қандай заттар, қандай реагенттер қолданатын білу керекпіз. Сол кезде автомат анықтаймыз. Енді биорганикалық қосылыстардың бізде органикалық қосылыстардан қарағанда айырмашылығы, биорганикалық қосылыстарда өте көп қосылыстар көп. Ол жақта шатасып кету мүмкіндігі жоғары. Ал органикалық қосылыстарда мысалы бүйтіп айтады, фенолдар дегенге қатысты генетикалық қатар келсе, тек қана фенолдардың өзіне ғана тән химиялық қасиеттер бар. Артық басқа ешқандай химиялық қасиеті жоқ. Тек қана өзіне ғана тән кіммен реакцияға түсіп, кіммен реакцияға түспейді деген нәрсені жаттап алсақ, автомат генетикалық қатардың сұрақтарын шеше алады екенбіз. Енді бізде міндетті түрде одан кейін пластинканы есептердің көп оқушылар қиын деп ойлауы мүмкін. Мысалы, менде мына есептеп айтады, темір тақташасын 100 мл тығыздығы 1,109 грамм бөлінген миллилитр 10% мұз сульфаты ерітіндісіне салғанда тақташа 0,9 граммға артты дейді. Ерітіндіде пайда болған темір сульфатының массасы мен және массалық үлестерін анықтаңдар дейді. Енді ең маңызды дүние бұл жерде менде 0,9 граммға артты. Біз пластинканы өзгерісін анықтап алу керекпіз бірінші. Біз мынандай формулаға саламыз. Масса, яғни пластинка, енді бірақ реакцияда менде кімдер бар? Реакцияны жазамын. Темір, оған менде мыстың сульфатымен әсер еткен купрум SO4-пен, нәтижесінде менде феррум SO4 түзіледі, мына жерде менен мыс бөлініп шығады. Реакция менде осылай жүріп тұр. Масса пластинка, мынау енді қараңдар. Менде мына жерде темірдің массасы қанша? Енді пластинкалар деген кім? Есептегі пластинкалар, темір пластинкасы мен мыстың пластинкасы бар. Ал купрум SO4-пен темірдің сульфаттары, олар менде ерітінділер. Бізде өзі пластинканың есептерінде екі ерітінді болады, екі пластинка болады. Сонда менде бүйтіп айтады, мына 0,39 граммға артты дейді. Бірақ менде бастапқы жалпы темірдің пластинкасы қанша екендігін білмеймін, мыстың пластинкасы қанша екенін білмеймін. Бірақ екеуінің арасында қаншалықты өзгеріс болғандығын білемін. Мысал ретінде ол мынандай мағынаны білдіреді. Мысал ретінде мына жерде менің бір досым тұрады да, мен мына жерде тұрамын. Осы жерде қараңдар, мына екеуміздің аралығымызда қанша мынандай қара, мынау менде, мысалы Диана деген мен бір подругам бар. Мына мен өзім Гүлназбын, дұрыс па? Екеуміздің арамыздағы өзгеріс қанша? Егер екеуміз бір жерде тұратын болсақ, екеуміздің арамыздағы мысалы ол менен бір 2 метр немесе 3 метр жерде тұратын болса, тура сол сияқты пластинкалардың арасында, яғни бастапқыдан кейінгіге өзгерген өзгеріс болады. Мына екеуміздің арамызды байланыстыратын бірнеше шақырым болса, тура сол сияқты мына менде бірінші темірдің пластинкасы мен мыстың пластинкасының арасында белгілі бір өскеніне байланысты өзгеріс болады. Бірақ екеуінің массасы белгісіз. Сондықтан мен мынаны 56x деп аламын. Яғни 56 деген сөз ол менде атомдық массасы темірдің. Мына менде 64x болады. Енді масса менде мыс деп жазамын. Одан кейін азайтылған масса менде темір. Енді есептерді оңай шығарудың бір жолы өзі, мына жерде менде қай элемент, металл тұр ғой, екі металдың қайсының атомдық массасы менде үлкенірек болады, содан біз кішісін азайтсақ, яғни есебіміз түсініктірек шығады. Сондықтан пластинканың өзгерісіне назар аударыңдар. Мен мына жерге жазамын қайтадан. Пластинканың менде өзгеріс бар. Мына жерде менде масса, мыстың массасы азайтылған масса, яғни менде темір. Осы жерден пластинканың өзгерісі менде 0,39 граммға. Типа, мына екеуміздің арамыздағы арақашықтық бізде неге сәйкес келеді? 0,39-ға сәйкес келеді деген сөз тең. Яғни мысымыз менде 64x-ті құрайды. Одан азайтам менде 56x-ті. Мына жер менде 0,39-ды құрайды. 64-тен 56-ны азайтсам менде 8 шығама. 8x тең. Яғни мен осыны не істеймін? Бөлемін деген сөз. Сол кезде қанша шығатындығын анықтаймын. 0,39. Бұл жерде менен 0,04,800 мынандай шығады. 0,04,875. Енді үлкен мол шығып тұр. Үлкен мол болғанда жалпы саны көп. Осылай мен жазып алдым. Енді маған бүйтіп айтады, қараңдар. Ерітіндіде пайда болған темір 2 сульфатының массалық үлесі. Көп жағдайда оқушылар пластинканың есептеріне не үшін шатасады? Мына нәрсеге жақсылап назар аударыңдар. Мына шыққан x кімге тиесілі деген сұрақ туындайды енді оқушылардың ойында. Темірдің алдында ешқандай коэффициент жоқ. Мыстың сульфатының алдында ешқандай коэффициент жоқ. Мына темірдің сульфаты ешқайсының алдында ешқандай коэффициент жоқ. Бәрінің коэффициенттер саны бірдей. Онда қара, егер сенен есепте әртүрлі нәрсені сұрай береді. Мына жерде темірдің сульфатының массасы мен массалық үлесін сұраған ғой. Ал енді бізде ол жерден мынандай нәрсені сұрауы мүмкін. Тура осындай есепті береді. Есеп тек қана соңғы, яғни шарты ғана өзгеріп кетеді. Есептің темірдің сульфатының массалық үлесі, массасы немесе тура өстіп сұрайды да. Яғни мыс пластинкасының массасы қанша болады, темір пластинкасы массасы қанша болады деген сияқты сұрақтарды сұрай салады. Сол кезде есте сақталыңдар. Мына шығып тұрған 0,0448
75 моль деген сөз мына темірдің де мыстың сульфатының да темір сульфаты бәрінің зат мөлшері бірдей деген сөз. Өйткені ешқайсының алдында ешқандай коэффициент жоқ, бәрінің алдында бір деген ғана коэффициент бар. Бәрінің зат мөлшері бірдей болады деген сөз. Енді әрі қаратып мен мына жерде анықтап аламын. Енді массасын анықта деді ғой менде. Масса менде бірінші, яғни феррум SO4-тің массасын анықтаймын. Темір сульфат деп зат мөлшері көбейтілген mr деген формаға саламын. Зат мөлшерім 0,04875 моль, яғни оған мен көбейтемін нешені? Темір сульфатының молярлы массасын көбейтемін. Ол үшін 16-ны көбейтемін 4-ге, оған қосам күкірт 32, оған 26-ны қосам. Сол кезде менде 152 шығады. 152 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді деген сөз. Енді осы жерге жақсылап назар аударам. Мына жерде көбейткенде қанша шығады? 0,047875. Яғни мына жерде менен 7,41 шығады. Есептің жауабы менде 7,41 болады мына жер. 7,41. 7,41 деген вариант менде вариантында жоқ. Жауап В немесе айтады, ерітіндіде пайда болған темір сульфатының менде массалық үлесін анықтаңдар дейді. Енді қараңдар, осы жерде бір нәрсенің өзгерісі бар енді. Бізде массалық үлес темірдің сульфатын есептейміз. Темірдің сульфатын есептеу үшін мен не нәрсеге назар аударамын енді. Артты десе азайтамыз дейді. Енді қараңдар. Артты десе азайтамыз деген қалай? Аха, енді қараңдар. Общий масса болғанда маған ерітіндінің массасы қанша екенін айтыңдаршы. Есепте ерітіндінің ешқандай массасы жоқ. Ерітінді дегенді былай жақсылап ажыратып алыңдар. Есепте екі-ақ ерітінді бар. Мына купрум SO4-тің ерітіндісі бар, темірдің сульфатының ерітіндісі бар. Мыстың SO4-ның ерітіндісінің қазір біз оның массасын мына жерге анықтап аламыз. Масса, яғни купрум SO4 есептеймін. Ол үшін мен қандай формулаға саламын? Мына жерде тығыздық көбейтілген менде, яғни омега, одан кейін барып менде көбейтілген менде көлем, одан кейін барып қандай формула бар? Темірдің массасын қосып мыстықын аламыз дейді. Мына жерде менде жалпы осындай формула бар, я. Осы формулаға мен салып анықтап аламын. Яғни тығыздығы менде 1,109, оған көбейтем, менде 10%, оған көбейтем көлемді 100 мл. Оны мен 100-ге бөлемін. Нәтижесінде менде қанша шығады? 1, яғни 109 көбейтілген 10, көбейтілген 100, оны бөлем менде 100-ге. Сол кезде менде мынерден 11-де, яғни 0,9 грамм шығатын болады. 11-де 0,9 грамм шықты. Енді айтып көріңізші, маған айтады, ерітіндіде пайда болған темір 2 сульфатының менде массалық үлесін анықтаңдар дейді. Енді не істейміз? Мына жерде енді массалық үлесін анықта деген масса мен міндетті түрде феррум SO4-ті жазам. Бірақ мен мына жерге масса ерітіндіні жазуым керекпін. Бірақ масса ерітіндіні жазам да, бірақ енді бір сұрақ туындайды мына жерде. Темірдің сульфатының менде массасы, яғни 7,41-ді құрайды. Ал енді мен мына жерге нені жазамын деген сұрақ. Ерітіндіге нені жазам деп ойлайсыңдар? Неше ерітінді бар? Айтып көріңдерші. 11-ден 0,9 тұр. 11-ден 0,9 ерітінді екені белгілі. Тоже бізде қандай нәрселер бар? Бәрін қосып дейді. Тағы қандай нәрселер бар бізде? Именно көп оқушылар осы жерден қателесіп кетеді. Апайны тығыздықпен миллилитр көбейтеміз да бір-біріне. Тығыздықпен миллилитрді көбейтіп, сосын ол жерден массаны анықтаймыз, я? Сөйтіп не болады ол жерде? Мына жерде мен темірдің сульфат массасын анықтадым. Масса мен бірінші, яғни мына жаққа жазам. Масса тең тығыздық көбейтілген көлем деп жазатын болсам, тығыздығым 1,109, оған көбейтем менде 100 мл. Ол жерден тек менде ерітіндінің массасы шығады. Аха, бізде мына жерде пластинканың өзгерісін біліп алу керекпіз. Пластинканың өзгерісіне назар аударыңдар. Пластинканың өзгерісі ол менде 0,39-ды құрайды. Мынау менде 11-ден 0,9 деген тұр ғой. Бірақ қараңдар, мынаны ажыратып алыңдар. Бізде ерітінді деген болады. Ерітінді мен мыстың сульфатының айырмашылығын тауып алу керекпіз. Мен кананың жоғары жағына бүйтіп жазам. Мына жерден шатасып кетпейсіңдер. Менде мынандай нәрсе бар. Купрум SO4-тің менде ерітіндісі деген бар. Купрум SO4-тің өзінің массасы бар. Осыны ұмытпаймыз. Яғни мына жерде мен 11-ден 0,9 деп, яғни мен купрум SO4-тің өзінің массасын таптым. Ал ерітіндісінің массасын табу үшін мына формула арқылы көбейтем. Яғни 1,109 көбейтілген менде 100, ол жерде менде мынандай шығады. Нерге жазам, 110-да менде 9 грамм шығады. Осы 110-да 9 грамм менде ерітінді. Енді қараңдар, біз нені тауып жатырмыз? Мына өз 4-ақ нәрсе бар, реакцияға түсіп тұрған нәрсе. Мына жерден сонда мынау 110-да 9-дан азайтам, пластинканың өзгерісі 39-да. Оны көбейтем менде 100%-ға. Осыны есептеймін енді. Мынау қанша болады? 110-да, яғни 9 азайтылған менде 0,39. Ол жерде менен 110-да 51 шығады. Яғни
7/41 бөлінген 110-ды менде қанша шықты? 51 шықты ма? Қанша шықты? 110-да 9 азайтылған менде 0,39. 110-да 51. 7-де, яғни 41-ді бөлем 110-да менде нешеге? 51-ге. Оны көбейтемін, яғни менде 100%-ға. Сол кезде менде 6,705 шығады. Енді мынандай сұрақ туындайды. Бір нәрсені ұмытып кетпеңдер, есептерді шығарғанда, мына жерде біз 110-да 0,9, яғни ерітіндіден не үшін пластинканы азайттық деген сұрақ. Қараңдар. Пластинканы азайттық деген сөз бізде бағана мынау мыс пен темір тұр ғой, екеуі менде мына 0,39-ды құрады. Енді біз мына құрамынан купрум SO4-тікі мына темірдің сульфатының массалық үлесін сұрап тұр ғой. Біз егер ерітіндінің құрамынан осыны нені азайтып тастайтын болсақ, мынау 110-да 9 деген ерітінді. Біз содан пластинкалардың өзгерісін алып тастайтын болсақ, тек қана темір сульфатынікі қалады. Сонда бізде 6 яғни 705% құрайды екен. Жауап сонда бізде мынау А вариантына сәйкес келеді деген сөз. Пластинканың есептері бір-бірімен қатты қайталана береді. Тек қана мына жердегі нәрсе ғана өзгере береді. Ерітінде пайда болған темір сульфаты, мыстың массасы, пластинканың бетіне қонған мыстың массасы деген сияқты өзгерістер бола береді. Кеттік, келесі менде бүйтіп айтады. Массасы 30 грамм мыс пен мырыштың құймасына күкірт қышқылымен өңдегенде 4-44 литр сутек бөлінді. Қоспадағы мырыштың массалық үлесін анықтаңдар дейді. Автомат енді біз мына нәрсені есте сақтау керекпіз. Есепте күкірт қышқылының концентрасы ма, әлде сұйытылғаны ма? Автомат сутек газы бөлінді дейтін болса, онда сендерде сұйытылған күкірт қышқылы деген сөз. Өйткені мысқа мен H2O4-ті қосатын болсам, ешқашан менде сутек газы бөлініп шықпайды. Өйткені мыс белсендігі төмен металл, ол менде сұйытылғанмен не істемейді, реакцияға түспейді. Сөйтіп менде мырыш ол белсендігі орташа металл, ол сұйытылғанмен реакцияға түседі. Нәтижесінде менде мырыштың сульфаты плюс менде сутек газы бөлініп шығады. Қараңдар, қоспаның есептерін шығару үшін біз химиялық қасиетті білу керекпіз. Егер химиялық қасиетті білмейтін болсақ, есеп автомат шықпайды. Мұнда 30 грамм берілген, 30 граммның қаншасы мысқа, қаншасы мырышқа тиесілі екенін білмеймін, бірақ менде айтады 4-4 литр сутек бөлінді. Мынау 4-4 литр астына қалып тұрғанда 22-де 4 жазам. Нерге X мына жер 65 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. 65-ті 4-4-ке көбейтіп, оны 22-де 4-ке бөлем. 65 көбейтілген менде 4-4, оны бөлем менде 22-де 4-ке. Нәтижесінде менде 12,7 қанша? 76-да 7 шығады. Бізде сұрады, қоспадағы мырыштың массалық үлесін сұраған деген. Нерде массалық үлес сұрап тұрма, әлде масса сұрап тұрма? Массалық үлесін тауып көрейік. Массалық үлес менде мырыш, яғни масса менде мырышты, масса менде бастап қоспаға бөлем. Оны көбейтем менде 100%-ға. Мырыштың массасы 12, яғни 767, оны бөлем қоспа 30-ға. Оны көбейтем менде 100%-ке. Осыны бөлем 30-ға, оны көбейтем 100%-ке. Сол кезде менде 42-де, яғни 26 шығады. Шатастырып жіберетін жазып қойыпты. Есеп что-то дұрыс берілмеген ба? Массалық үлесін сұрап тұрма деп ойлап қалып едім, бірақ 12,76 деп мына шыққан массасының вариантында жазып қойған. Одан кейін массалық үлесін де тауып жазып қойған. Бізде тек массалық үлесті табу керек. 12,76 шық дегенде біз оны не істемейміз, белгілеп кетпейміз. Енді мына есеп вообще всегда келеді. Қоспан есептерін, именно мыс, мырышқа қатысты қоспан есептерін шығара алу үшін мыс пен мырыштың жалпы сол дұрыс оқымасақ, ана 12,76-ны асық белгілеп кететін едік. Сонда біз химиялық қасиеттерді білу керек екенбіз. Кетіп келесі шығымы 75% болса, 15,6 нитробензол деппін ғой. Бензолды гидрлегенде түзілетін циклогексанның массасы. Бензолдың формуласы С6H6, яғни бізде қосылу реакциясы, яғни гидролену реакциясы жүреді. Нәтижесінде менде С6, яғни H12 түсіреді. Циклогексан деген сөз С6H12, наның алдына 3-ті қоямын, сол кезде бүкіл реакцияны теңеседі. 15,6 грамм менде бензол, 15,6 грамм, 78 грамм бөлінген менде моль сәйкес келеді. Түсіретін циклогексан 12 көбейтілген 6 плюс оған 12-ні қоссам 84 болады. 84 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. 84-ті 15,6 көбейтіп 78-ге бөлем. 84 көбейтілген 15,6, оны бөлем менде 78-ге. Нәтижесінде менде мынерде 16-та 8 грамм шығады. Енді мына 16-та 8 граммымыз, ол менде неше процентті құрайды? 100% құраса, біз оның 75%-ін табамыз. Нерге X тең 16-та 8 көбейтілген менде 0,75, ол жерде менен 12-де 6 шығады. Жауап менде А вариантына сәйкес келеді. Енді бір нәрсе, мына жерде көп оқушылар алдын мынандай сұрап қалған болатын. Апай, біз мына жерде шыққан 6-та 8 100% деп аламыз ба, әлде 75% деп аламыз? Есте сақтап алыңдар. Есепте, яғни шығымның есептерінде мына нәрсені назар аудару керек. Шығым дегеніміз, ол менде сенде реакцияда өнім С6H12. Яғни, еще сенде теориялық деген болады, одан кейін сенде практикалық деген болады. Қара, есептің массасында сенде мына ненің С6H12 циклогексанның не теориялығы берілмеген, я сенде практикалық берілмеген. Егер екеуі де берілмейтін болса, міндетті түрде пропорциядан шыққан бірінші масса, бірінші көлем, бірінші зат мөлшері, оның барлығы теориялық болады. Сондықтан 16-та 8 грамм теориялық бізде шығым всегда 100% құрайды, біз 75% практикалық анықтайды екен біз.
Бұл менде шығымға қатысты есептер. Енді ненің есептері? Мұны тоже органиканың есептерін шығара алу үшін реакцияларды жинақтап жаза алу керексіңдер. Сосын кеттік келесі, құмырсқа қышқылы мен сірке қышқылының қоспасын күміс оксидінің аммиактағы ерітіндіспен өткізгенде, мынауда тоже химиялық қасиетке байланысты органиканың жалпы қоспаның есептері. Бұл жерде біз бұндай күрделі қоспаның негізі түріне қарасаң күрделі. Шынымен, егер сен химиялық қасиетті білетін болсаң, ол саған тіпті оңай. Ал егер сен мұнда құмырсқа қышқылы мен сірке қышқылының химиялық қасиеттерін білмейсің, кім қалай реакцияға түсетінін назар аудармайсың, еще оны жаттамағансың, ештеңе білмейсің, химиялық қасиетті, онда қоспаның есептерін шығарамайсың. Мына жерде менде айтады, дәл осындай массасын бейтараптау үшін 100 грамм 18,8 грамм күйдіргіш натрий ерітіндісі жұмсалды. Бастапқы қоспадағы құмырсқа қышқылының массалық үлесін анықтандырды. Құмырсқа карбон қышқылдарының ішінде құмырсқа қышқылының өзіне тән химиялық қасиеттері бар. Ол менде ең маңыздысы күміс айна, яғни толленс реактивіне түседі. Осы нәрсені ұмытпаймыз. Құмырсқа қышқылы басқа карбон қышқылдардан яғни ерекшеленеді. Ол менде күміс айна, яғни аргентум 2О-мен реакцияға түседі. Ал менде негізі аргентум 2О деген сөз негізі кімдерге тиесілі еді? Яғни органикалық қосылыстардың ішінде альдегидтерге тиесілі. Альдегидтерден бөлек бізде көмірсулардың ішінде глюкозаға тиесілі. Аха. Қана. Енді қараңдар, менде құмырсқа қышқылын жазам HCOH, нәтижесінде менде сірке қышқылы CH3COH, оған мынаған менде аргентум 2О-ны қосам, реакция жүрмейді. Мына жерге мен аргентум 2О-ны қосам. Нәтижесінде енді назар аудар, мерде қара, оттектің саны сенде 2 болып тұр, мынауын қоссаң сенде 3 болады. Мерде 2 сутек тұр, мына жерге жазам. H2 сутектің саны 2, көміртектің саны 1, оттектің саны 3. Плюс менде, яғни күміс тұнбаға түседі. Бірақ есте сақтаймыз, H2SO3 деген сөз бүкіл реакцияда ол көмірқышқыл газымен соған міндетті түрде ыдырап кетеді. H2SO3 деп жазбаймыз. Бұл жерде менен көмірқышқыл газымен, яғни H2O түзілетін болады. Реакция толық теңесіп тұр, нерде реакция жүрмейді. Айтады сосын 69-да 12 грамм тұнба түзілді. Тұнба ол менде күміс туралы айтылып жатыр. Яғни 69-да 12 грамм, асты менде 216 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Осы жерде мына массасын табам, қателеспесем 46 мет. 46 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. 46, оны мен 69-да 12 көбейтіп 216-ға бөлемін. Яғни 46 көбейтілген менде 69-да 12, яғни оны бөлем менде 216-ға. Сол кезде мен жерде менен 14-те, яғни 72 шығады. Айтады менде, бастапқы қоспадағы құмырсқа қышқылының массалық үлесі. Бастапқы қоспадағы құмырсқа қышқылының массалық үлесін біз қазір мына жерден бірден таба алмаймыз. Өйткені бізге мынандай нәрсе керек. Бастапқы қоспа жоқ бізде вообще. Бастапқы қоспа қайда, құмырсқа қышқылы мен сірке қышқылының екеуінің массасы қаншаны құрайды деген нәрсе жоқ. Біз массалық үлесі табайын десек, бізге сол нәрсені табу керек. Бізге қазір өте маңызды 14-те 72 болып тұра береді. Сосын айтады, қоспаны дәл осындай массасын бейтараптау үшін 100 грамм 18,8% күйдіргіш натрий ерітіндісі жұмсалды. Енді химиялық қасиеттерге назар аударасың. Тоже HCOH екеуі де реакцияға түседі. Енді карбон қышқылдарының менде қасиеттері, олар менде тура биорганикалық қышқылдар сияқты сілтілермен бейтараптану реакциясына түседі. Нердегі бейтараптау реакциясы деп сол үшін айтылып тұр. Мына жерге мен натрий гидроксидін қосамын, мына жерге де натрий гидроксидін қосамын. Осы жерде реакцияны жүргізу барысында нердегі сутектердің орнына мына натрий барып орналасады. Нәтижесінде нерден HCO натрий, яғни натрийдің форматы, одан кейін барып OH пен сутек қосылып, жерде менде міндетті түрде H2O шығады. Нерде натрий сутектің орнына барады, менде сіркенің, яғни сірке қышқылының тұзды, яғни натрийдің ацетаты түзіледі. Мына жерде натрий плюс яғни менде H2O түзіледі. Болды, осылай менде реакция жүреді. Айтады, бірақ менде 100 грамм 18,8% күйдіргіш натрий ерітіндісі дейді. Менде 2 натрий гидроксиді бар. Назар аударсақ, натрий OH-тан 2 бар. Осы 2 натрий гидроксидінің 100 грамм 18,8% құрайды. Біреуіне ғана тиесілі емес. Сондықтан бірінші мен натрий гидроксидінің массасын анықтап аламын. Ол үшін мен не істеймін? Мына 100 граммның 18,8%-ын табам ғой. Ол үшін 100-ді 18,8-ге көбейтіп, оны 100%-ке бөлеміз. 100-бен 100 қысқарады, мерден 18,8 грамм шығады. 18,8 грамм шықты ғой енді. Қара, мына 18,8 грамм кімге тиесілі? Мына есепте 2 натрий гидроксид бар, натрий OH бар нерде. Мына жерде менде тағы да натрий OH бар. Осы мына бірінші натрий OH-қа қаншасы тиесілі, екінші натрий гидроксидіне қаншасы тиесілі екендігін білмеймін. Бірақ та менде бүйтіп айтты. Енді менде бір нәрсе белгілі ғой, есепке назар аударыңдар. 14-те 72 құмырсқа қышқыл белгілі. Мына жерге қоям оны. 14-те 72 грамм, асты менде 46 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Осы жерден енді қараңдар. Мен мына жерде натрий гидроксид тұр ғой. Мына 18-де 8 граммның қаншасы мына құмырсқа қышқылмен реакцияға түскен натрий гидроксид екенін тауып аламын. Осы жерге X асты менде 40 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Енді мына 40-ты, яғни 14-те 72-ге көбейтіп 46-ға бөлемін. 14-те 72-ге көбейтілген менде 46, яғни оны 46 ма? Жоқ, 40 екен ғой.
14-те 72 көбейтілген менде 40, яғни оны бөлем менде 46-ға. Нәтижесінде менде мына жерден 12-де 8 шығатын болады. Қараңдар, енді менде 12-де 8-ді не үшін шығарып алдық? Қара, бізде бағана 18-де 8 деген болды, я. Натрий гидроксидінің екеуіне тиесілі. Бірінші натрий гидроксидіне 12-де 8 грамм тиесілі екенін тауып алдық. Қара, 18-де 8-ден 12-де 8 азайтсам, екінші натрий гидроксиді 6 граммды құрайды. Ол деген сөз, ол мына натрий гидроксиді 6 граммды құрайды. Осылай мен мынаның астына нешені жазамын деген сөз, 40 грамм бөлінген менде мольді жазамын. Осылай мен сірке қышқыл массасын анықтаймын. 60 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Мына жерден 60-ты 6-ға көбейтіп 40-қа бөлем. Қанша болады? 360, оны 40-қа бөлетін болсам, мына жерде менен 9 грамм шығады. Енді қараңдар, мынандай сұрақ туындайды, енді ойларым 9 грамм шықты. Мына менде 14-те 72 грамм шықты. Бұны біз не үшін тауып алдық деген сұрақ туындайды, енді бізде бастапқы қоспа жоқ деп айттым ғой. Құмырсқа қышқылының массасы қанша, сірке қышқылының массасы қанша, соны таппадық біз. Біз қазір енді мен бетемін. Масса менде бірінші қоспаны анықтап аламын. Қоспаны анықтап алу үшін не істеймін? Мынау менде құмырсқа қышқылы мен сірке қышқылының екеуі массасын қосам, сол кезде бастапқы қоспаның менде массасы шығатын болады. Сосын барып қана мен массалық үлесті есептеймін. Мына жерге, яғни 14-те 72 грамм жазам, мына жерге мен 9 грамм жазам. 9 плюс менде 14-те, яғни 72. Нәтижесінде, яғни 23-те менде 72 грамм шығады. 23-те 72 грамм, ол менде нені құрайды? Қоспаны құрайды, бастапқы қоспаны. Енді массалық үлес менде құмырсқа қышқылын деді ғой, H-COH, осылай жазамын. Масса менде осы құмырсқа қышқылын не істеймін? Масса бастапқы қоспаға бөлем. Оны көбейтемін менде 100%-ға. Көп жағдайда бізде мынау 23-те 72 деген сияқты бастапқы қоспа, ол есептің шартында берілетін еді. Ал бұл жерде бізде ешқандай нәрсе беріліп тұрған жоқ. Құмырсқа қышқылы енді менде қаншаға сәйкес келеді? Мына жерде тұр. 14-те менде 14-те, яғни 72 грамм, оны бөлем менде 23-те 72-ке. Оны көбейтем менде 100%-ға. Осыны есептеймін енді. 14-те 72-ні, яғни бөлем менде 23-те 72-ге. Оны көбейтем менде 100%-ға. Сол кезде менде 62,057,3 осындай процент шығады. Бірақ ол менде жауап 62,057%. Жауап С вариантына сәйкес келеді деген сөз. Үнемі есте сақтап алыңдар. Бұл вообще ешқашан қалмайды. Мына қоспаның түрі. Енді сандар ауысып кететін шығар есептердің шартында, бірақтан именно құмырсқа қышқылына байланысты. Құмырсқа қышқылы аллегиттермен де келеді, күміс айна реакциясына параллель жүретін қоспан есептерінің ішіне келеді. Сондықтан жаттап алыңдар. Бізде карбон қышқылдарының ішінде құмырсқа қышқылы айна күміс айна реакциясына түседі. Басқа карбон қышқылдар реакцияға түспейді. Осы теорияны жаттап алсаңдар, кез келген қоспаның есебін шашасыңдар. Кеттік, енді келесі сұраққа кетеміз. Температураны арттырғанда тепе теңдік өнім түзілу бағыты жағына ығысады дейді. Енді бізде қараңдар, температураны менде арттырғанда, температураны төмендеткенде жағдай бар. Температураны арттырғанда минус Q-ге қарап, яғни температураны төмендеткенде менде плюс Q-ге қарап. Мынау менде, яғни экзотермиялық реакция жылдамдығы, яғни жылу менде сыртқа бөліне жүреді. Ал менде мынау ішке эндотермиялық, ішке жылу бөліне жүретін реакция. Енді мына жерде менде бүйтіп айтады, варианттарда, яғни менде газдар жанып жатыр. Мынау менде қандай реакцияларды береді? Айтып көріңдерші. Мынау енді точно мына екеуі хит реакция өзі, А варианты мен Д варианты өзі химиядағы ең көп келетін. Ол менде экзотермиялық реакция. Температураны арттырғанда тепе-теңдік өнім түзілу бағытына. Өнім деген сөз теңнен кейінгі мыналар. Жауаптардан В варианты немесе С варианттарын не істейді екенмін, белгілейді екенмін. Жауаптардан қандай вариант айтасыңдар? В варианты дейді, С варианты дейді. Дұрыс, В варианты болады. Бұл жерден, яғни мына жерден көміртек пен су өзара әрекеттесіп, нәтижесінде су және сутек газдар бөлінеді. Яғни мына жерде енді мыналардың барлығы менде экзотермиялық реакция жылдамдықтарына жатады екен. Енді бір нәрсе, көлемі 15 литр азот сутегімен әрекеттескенде 25 литр аммиак түзілсе, реакцияның теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы. Сразу шығым дегеніміз ол өнім деген сөз. Енді менде азот бар, одан кейін барып менде сутек бар, нәтижесінде менен NH түрік, мынаның алдына 2, мынаның алдына 3 қоям. Мынау менде, яғни 15 литрді құрайды. Астына қалыпты жағдайда 22-де 4 жазам. Мынау менде аммиак түзілсе дейді. Енді қараңдар. Одан кейін теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығымы қанша? Мынау менде 25 литр түзілсе деген сөз уже менде практикалық табылып қойды аммиактың. Енді менде теориялық қайда соны табам. Мына жерге X литр астына 44-те 8 жазам. 44-те 8 15-ке көбейтіп 22-де 4-ке бөлем. Сол кезде қанша шығатындығын есептеймін. Яғни 15 көбейтілген менде 44-те 8, оны бөлемін менде 22-де 4-ке. Нәтижесінде менде мынерден 30 литр шығады. Қараңдар, 30 литр шықты. 30 литр 100% құрайды теориялық, 25 литр табамыз. Нерге X пайыз. Енді есте сақтайсыңдар. Есеп дұрыс шығарып жатырғандарға наған назар аударасыңдар. Сендерде теориялық
30 литрді құрап тұр, практикалық 25 литрді құрап тұр. Сендерде практикалық үнемі аз болып жүреді теориялықтан қарағанда. Сондықтан осы нәрсеге жақсылап назар аударасыңдар. Яғни 25-ті көбейтесіңдер 100-ге, оны бөлеміз бізде 30-ға. Сол кезде менде 83-те, яғни 33 шығады. Есептің жауабы менде мынау Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Енді кеттік келесі, бром және йод молекулаларының агрегаттық күйі дейді. Бром ол галогендердің ішінде өзі ғана сұйық күйде кездесетін, ал йод қатты күйде кездесетін галогендердің қатарына жатады. Жауаптан мен В вариантын белгілеймін. Мына жерден қатты сұйық дегендермен шатасып кетпейміз. Орындарын ауыстырып жазып қойған. Мына жерге назар аударсаңдар, операциялық сұрақ деп ойлап қалулары мүмкін. Мысалы, нерден сұйық қатты деп тұр, қатты сұйық үйген орындарын ауыстырып жүрген ғой, бірақ сенде мына жерде кім бірінші тұр, соған қарайсың. Бром тұр ма? Бром, сен сұйық деген вариант. Ал йод сенде қатты деген вариант. Сосын Кыртуа деген ғалым ашқан мысықтың көмегімен ашылған элемент деп сендерден сұрайды. Тоже бромды салыстырмалы түрде есте сақтап аласыңдар. Сендерде бромның түсі қызыл қоңыр түсті. Ұбытта сұрайды. Одан бөлек қызыл қоңыр түсті бізде бір тұнба бар. Феррумаш. Осы екеуін қызыл қоңыр түсті деп сипаттамалар келеді. Өзі қоңыр түсті деп сұрайтын екі ақ нәрсе бар. Яғни осы нәрселерді не істейсіңдер? Анықтап аласыңдар. Енді кетіп келесі. Тоже 9-шы есепте бізде қоспаның есептері берілген екен. Бізде айтады, алюминий, темір, мыс 30 грамм қоспасын калий гидроксидімен өңдегенде онда 0,4 литр сутек бөлінді. Осы қоспаға тұз қышқылын құйғанда 13-те 44 литр газ бөлінсе қоспаның құрамы дейді. Есеп вообще қиын емес, тек қана химиялық қасиеттерді білу керек. Кім реакцияға түседі. Есте сақтап ал. Алюминий мен темір сенде белсендігі орташа металдарға, мыс белсендігі төмен металға жатады. Реакцияны жүргізгенде калий гидроксид сілтілермен, сенде темір мен мыс реакцияға түспейді. Есте сақталыңдар, сілтілермен мырыш, одан кейін бериллий, кремний, қалайының реакциялары келеді сендерде. Қоспаның есептерінде. Енді алюминий деген міндетті түрде бар енді. Алюминий, мырыш, бериллий, кремний, қалайы. Осылардың сендерде осы сілтілермен, калий гидроксид, натрий гидроксидмен есептер келеді. Әрбір қоспаның есептерінде бар ол. Сондықтан есте сақтап аласыңдар. Осындай сілтілерге байланысты есептер келген кезде. Енді біз реакцияны жүргіземіз. Мына жерге мен жаза салам. Темір мен калий гидроксидтің реакциясы жүрмейді деп жазып қоям. Одан кейін мыс пен калий гидроксидтің реакциясы жүрмейді деп жазып қоям. Ал алюминийді не жазам? Алюминийге калий гидроксидін қосам, еще калий гидроксидімен өңдегенде деген сөз. Бірақ калий гидроксидін ертінсі деген сөз жоқ. Есте сақтап аласың, бірақ алюминий тек қана калий гидроксидінің құр өзімен просто сусыз реакцияға түсе алмайды. Сондықтан химиялық қасиеттерді жазған кезде мына нәрселерге не істейсіңдер, жақсылап назар аударасыңдар. Сөйтіп, мына жерге мен суды жазамын. Одан бөлек енді менде қандай қосылыс пайда болады? Біз көбінесе мектептің кітаптарында калий гидроксидімен емес, натрий гидроксидімен не істеген реакциялар, яғни жүреді. Сондықтан калий гидроксиді, енді литий гидроксиді көбірек келмейді. Көбінесе калий және ненің осы натрийдің гидроксидтері бізде алмасып келе береді. Енді реакцияны жазамыз. Осы кезде бір нәрсені шатасып кетпейміз. Бізде алюминат бар, одан кейін комплексті қосылыс бар. Мынандай қосылыс кезде қандай қосылыс түзіледі деп ойлайсыңдар, айтыңдаршы. Калий гидроксидімен өңдегенде дейді. Комплекс па дейді, алюминат дейді. Қандай қосылыстар түзіледі? Алюминат, комплексті қосылыс дейді біреу. Сутек газы бөлінеді. Егер оксид, гидроксид болса кешен, сосын комплекс бере алмайды. Онда мен мына жерге не деп жазам? Калий, алюминий, O2 плюс нерде мен сутек газын шығарам ба? Мына жерде калий гидроксиді, Әлібек жазып жіберіпті мына жерге. Мынаның алдына 2-ні қоям. Одан кейін мынаның алдына 2-ні қоям, мынаның алдына 2-ні қоям. Сөйтіп сутектердің санын теңестіруші мынаның алдына 2, алюминийдің алдына 2-ні қоям. Сосын айтады, мына 30 грамм, 30 граммның қаншасы темірге, қаншасы мысқа, қаншасы алюминийге тиесілі екенін білмеймін, бірақ онда 0,4 литр сутек бөлінді. Нерге? Онда 0,4 литрді жазам. Астына қалыпты жағдайда 67-те 2-ні жазам. Нерге? Мен массасын табам. Алюминийдің атомдық массасы менде нерде 54 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Мына жерде мына 54-ті онда 0,4-ке көбейтіп 67-те 2-ге бөлемін деген сөз. Яғни 54 көбейтілген менде онда қанша? Онда менде 0,4, оны бөлемін менде 67-те 2-ге. Сол кезде менде 8 бүтін, мынандай шығады. 8,067 артындағы сандар мен ала берейін. Қазір бірақ ондай варианттар бар ма? Бар екен ғой. Жауаптарда мына. Алар сызды сызылам, онда автомат. С варианты мен Д варианттарға сәйкес келмейді. Менде мына варианттар бар екен. Мынау енді тағы басқаларында массасын табу керек екен. Жауап шықты ғой бізде. Бірақ айтады менде қара. Дәл осындай қоспаға тұз қышқылын құйғанда 13-те 44 литр газ бөлінді дейді. Енді бізде тұз қышқылының химиялық қасиетін сұрап тұр. Тағы мыспен менде тұз қышқылы реакцияға түспейді. Өйткені сутекке дейінгі ғана металдармен реакцияға түседі тұз қышқылы. Сондықтан реакция жүрмейді деп жазып қоямын жерде, бірақ темірмен реакция жүреді. Темірге мен тұз қышқылын қосам. Осы жерде де шатасып кетпеу керек. Темір эквиваленттілікті көрсетеді және эквиваленттілікті көрсетеді. Именно тұз қышқылымен реакцияға түскенде эквиваленттілікті көрсетеді. Яғни
феррум хлор 2 плюс мына жерде менен яғни сутек газы бөлініп шығады. Одан кейін барып мына жерге мен нені қоямын деген сөз алюминий. Алюминийге яғни H хлорды қоямын. Нәтижесінде менде алюминий хлор түзіледі, плюс мына жерден 2 түзіледі. Мынаның алдына 2, мынаның алдына 6, мынаның алдына 2, мынаның алдына 2, мынаның алдына 3 қоямын. Осылай реакцияларды теңестіріп алып айтады. 13-44 литр менде газ бөлінсе, қоспаның менде құрамын анықтаңдар дейді. Осы жерде екі реакцияны қатар жүргізе аламын ба? Айтып көріңдерші. Енді мен мыстың массасы қанша екендігін тауып алдым ғой. Темірдің массасын табуым керек хотя бы. Енді менде 13-44. Мына жерде мына сутек бар, мына жерде мына сутек бар. Осы екі сутектің көлемі 13-44 литр газ деп тұр. Не істесем болады деп ойлайсыңдар? Алюминий арқылы дейді. Давайте енді шығарып көрейік. Алюминийдің массасы менде мынандай болды. 8,067, асты менде 54 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келді. Осы жерде мен сутек табам, яғни 67-2 литр. 67-2-ні 8 бүтін мынаған көбейтіп, оны 54-ке бөліп көрейін, я? Қараңдар, менде 67-2, оны көбейтем, 8 бүтін 0 678. Оны бөлемін менде 54-ке. Нәтижесінде менде мына жерде мысалы қанша 100 шығып кетті ғой. Мынаны вроде екінші реакциямен тек темірмен ғана қарастырған сияқты. 67-2, оны көбейтем менде 8 бүтін 0 678. Оны бөлем менде 54-ке. Жоқ, 100 емес, 10 шығып тұр ғой. Онда менде 0. Менде мына сутектікі шықты, я. Қараңдар, менде 13-44. Қараңдар, 2 сутек бар, 13-44 литр. 2 сутек бар өз реакцияда. Мына сутек бар, мына сутек бар. 2 реакцияға қараңдар. Сутегімен алюминиймен реакцияға түскен сутек 0 бүтін, яғни 10 бүтін 0 деген. Сөйтіп 13-44-тен мына сутектікін азайтсақ, мына сутектің массасы шықпай ма? Осыны азайтам менде 13-44-тен. Нәтижесінде менде нерден 3-4 шығады екен. 3-4 литр. Осы 3-4 литрді мен жерге жазам енді 3-4 литр. Астына қалыптырда 22-де 4. Сосын ерден x деймін да, мынаның астына 56-ны жазам. Түсінбей қалмаңдар, я? 56-ны 3-4-ке көбейтіп, оны 22-де 4-ке бөлем. Яғни 56 көбейтілген менде қанша? 3-те 4. Яғни оны бөлемін менде 22-де 4-ке. Сол кезде менде яғни 8-де 5 шығады темірдің массасы. Біз сонда биттік қой. Мына жерде алюминий арқылы таптық 8-де 5 грамм темір шықты. Мына жауап сонда менде А вариантына сәйкес келеді деген сөз. Ал енді мына жердегі мыстың массасы қалай шықты? 13-те 432. Бастапқы қоспа өзі 30 грамм болды. 30 граммның құрамында алюминий бар, одан кейін темір бар, одан кейін мыс болды, я. Алюминий мен темірдің массасын осы 30-дан азайтып тастағанда бізде 13,432 мыстың массасы шығады. Жауап сонда менде неге? Не дейді? Сонда менде шығады екен. Түсініңдер қоям, қалай шыққандығы туралы сұрақтарым бар ма? 9-шы есеп бойынша сұрасаңдар болады. Мен мынаны түсінбей қалдым, мынау қаяқтан шығып кетті деген сияқты. Түсінікті ма? Сұрақтарым бар ма? Табиғи полимерлер дейді, табиғи нуклеин қышқылдары, нәроз моносахаридтер дейді, полисахаридтер, нәроз изопрен, нуклеин қышқыл, нәроз полисахарид дейді, дисахарид, полиэтилен, лавсан. Енді жауаптарда менде мынау жатады, нәроз, нуклеин қышқыл деген жатады, бірақ бізде моносахаридтер полимер емес. Полисахарид, нәроз изопрен, ол менде табиғи полимер емес. Бұдан кейін нуклеин қышқыл, нәроз, полисахарид деген бар, осылар менде. Енді неге полисахарид деген вариант? Полисахаридтердің бізде екі өкілі бар, білесіңдер, оларға менде крахмал мен ұбытта келетін, яғни целлюлоза бар. Олар менде табиғи полимердің рөлін атқарады. Сондықтан мына жерге жалпама полисахарид деп жазып қойған. Алар енді басқа варианттары келмейді. Тотығу тотықсану реакциясына жатпайды дейді. Тотығу тотықсану реакциясына жатпайды деп отқан сөз, реакция кезінде элементтердің ешқайсының тотығу дәрежесі өзгермесе, ол менде тотығу тотықсану реакциясына жатпайды. Енді мына жерде көрініп тұр, жауап А вариантына сәйкес келеді. Мысалы, мына жерде қараңдар, көміртекке менде су 2-ні қосты, мына жерде су түзіліп тұр. Көміртек 0 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр, мына жақта көміртек нешені көрсетіп тұр, яғни +2-ні көрсетіп тұр. Тотығу дәрежесі өзгеріп тұр. Кез келген элементтің кез келген біреуінің де тотығу дәрежесі өзгерсе, ол тотығу тотықсану реакциясына жатады. Мысалы, мына жерде де сондай. NO кезінде оттек менде -2, азот +2-ні көрсетіп тұрды. Азот мына жаққа барып +4-ті көрсетіп тұр. Азот та оттегі де өзгеріп тұр. Мына реакцияларда. Сондықтан мына вариант сәйкес келмейді. Қара енді барий мына жерде 0 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. Жалғыз өзі тұрғандықтан мына жақта +2-ні көрсетті. Барийдің тотығу дәрежесі өзгеріп кетті. Тотығу дәрежесі ол өзгеріп кетсе, онда ол тотығу тотықсану реакциясына жатады деген сөз. Мына вариантта сәйкес келмейді. Жауап менде А вариантына сәйкес келеді. Енді ол қандай мағынаны білдіреді? Мысалы ретінде менде аргентум хлор, оған менде натрий NO3, одан кейін барып менде аргентум
атом NO3, одан кейін менде мына жерде натрийдің хлориді, дұрыс па? Күміс мына жерде +1, хлор мына жерде -1, одан кейін барып мына жерде натрий +1-ді көрсетеді, NO3 менде -1-ді көрсетеді, күміс +1-ді көрсетеді, NO3 -1-ді көрсетеді, натрий +1-ді, хлор -1-ді көрсетеді. Ешкім тотал дәрежесі өзгеріп жатқан жоқ. Олардың +-1 екендігін қайдан көреміз? Ергіш кесесінің артында тұр, сол жақтан жақсылап қарап аласыңдар. Болды, осылай менде жауаптарды белгілеп кетеді екен. Кеттік келесі. Бізде айтады, А және С. Бізде В заттары өзі бір-бірімен әрекеттескен нәтижесінде С жүйесінде А және В заттары 1 мольден алынған. Жүйеде тепе-теңдік орнағанда С заты 1,5 болды. Тепе-теңдік константасын анықтаңдырды. Тепе-теңдік константасының есептері реакциялармен де келе береді. Мына жерде реакция емес, белгісіз заттар арқылы беріп қойған, иә. Енді біз бүйтеміз. А затына, яғни В затын қосамыз. Нәтижесінде менде С заты түзіледі. Оның бастапқы концентрациясы болады, реакция кезінде концентрациясы болады, тепе-теңдік орнаған кезде концентрациясы болады. Барлығын осылардың біз не істеп алу керекпіз? Сызып алу керекпіз. Енді қараңдар, 1 мольден дейді. Заттары алынған дейді. 1 мольден десек бастапқы концентрациялары берілген. Мына жерге жазам. Мынау менде 1 моль берілген. Мынау менде 1 моль берілген. Одан кейін барып, егер көбінесе мынау С деген зат, ол теңнен кейінгі жүріп тұрған зат, ол менде өнім. Өнімнің көп жағдайда, яғни бізде несі бастапқы концентрациясы бермейді, оның бастапқы концентрациясы бізде 0-ге сәйкес келеді. Сосын айтады, міне, жүйеде тепе-теңдік орнаған кезде деген сөз мына кезде. Яғни С заты, мына жердегі С заты 1,5 моль болды дейді. 1,5 менде мольді құрады. Енді мынандай сұрақ. Мен қандай санға, жоғарыдағы 0-ге қандай санды қоссам 1,5 болады. Немесе 0-ден қандай санды азайтсам 1,5 болады деген сұрақты жауап табу керек. Ол 1,5-тің несі болады екен? Бізде өзі болады. 1,5. Енді назар аударыңдар. Бізге мынаны табу керек, мынаны тауып алу керек. Біз оларды енді қалай табамыз? Реакцияны жазам. А затына мен В затын қосам, нәтижесінде менде С заты түзілген. Мынау менде 1,5 мольді құрап тұр. Асты менде 2 мольді құрап тұр. Пропорциямен табам. X теңді астына 1 деп жазам. А зат мен В затының алдында ешқандай коэффициент жоқ, сондықтан мен 1 деп сол үшін жазам. Енді қараңдар, мында орналасқан мына 1-ді 1,5-ге көбейтіп 2-ге бөлем. Яғни 1,5 сонда 2-ге бөлгенде, мына жерде менен 0,75 шығады. 0,75 Б затынікі, онда мына жер менде 0,75-ге тең деген сөз. А заты да тура сондай 0,75 шығады. 0,75-ті мен мына жерге қоям деген сөз. Сонда менде 1 мольден шықты. Қараңдар, енді бастапқы концентрация, реакция кезіндегі концентрация, тепе-теңдік орнаған кездегі концентрация бар. Бізге тепе-теңдік константасын анықтау үшін бізге мына жердегілер керек. Осылар бізде қанша екендігін таба алу керекпіз. Ол үшін біз оны қалай табамыз енді? Мына 1-ден нешені азайтамыз? Мына берілген бастапқы концентрациядан реакция кезіндегі концентрацияны азайтамыз. Сол кездегі тепе-теңдік орнаған кездегі концентрация шығады. 1-ден 0,75 азайтсам 0,25 шығады, иә. 1-ден 0,75 азайтсам тоже менде 0,25 шығады. Бізге тепе-теңдік константасын анықтау үшін осы мәндер өте қажет. Оны мен мына жоғары жаққа жаза саламын. Яғни былай жазам. Тепе-теңдік константасын анықтайтын формуланы жазамын. Ол үшін біз былай жасаймыз. Яғни өнімді біз реагентке бөлеміз. Осылай, өнім кім бізде? Өнім С заты. С затын жазам. Одан кейін С затының алдында 2 деген коэффициент тұр. Ол менде дәрежеге өтеді. Одан кейін барып А заты бар. Көбейтілген, менде В заты бар. Болды, осы формула бойынша мәндерін қоям. Қара, енді С затының мәні 1,5 қой. Онда тік жақшыға 1,5-тің менде 2 дәрежесі. А затының мәні 0,25, науда менде 0,25-ті құрайды. Астына мен 0,25 көбейтілген, менде яғни 0,25 деп жазамын. Осыны мен есептеймін. Бір-біріне көбейтіп, 1,5-ті 2 еселеймін. Сол кезде қанша шығады? 1,5 көбейтілген 1,5, оны бөлем менде 0,25-ке, оны бөлем менде 0,25-ке. Сол кезде менде мына жерден 36 грамм шығады. 36, яғни тепе-теңдік константасы 36 болады. Есептің жауабы сонда менде В вариантына сәйкес келеді деген сөз. Сұрақтарың бар ма осы тепе-теңдік константасына байланысты? Түсінбей қалған жерлеріңіз сұраңдар. Мынау қаяқтан шығып кетті деген сияқты. Келесі, аллотропиялық түр өзгерістері бар элементтер дейді. Кремний бар, одан кейін барып менде фосфор бар, күкірт бар дейді. А варианттарында бұлардың қандай аллотропиялық түр өзгерістері бар? Оттек, азот, азоттың аллотропиялық түр өзгерісі жоқ, сондықтан азоттан мен сразу варианттардан сызып азот керек емес. Мерде бром, хлор дегендердің аллотропиялық түр өзгерістері жоқ, көміртектікі бар, фтордікі жоқ, бірақ сондықтан жауап менде автомат А вариантына сәйкес келеді. Кремнийдің, одан кейін фосфордың, күкірттің аллотропиялық түр өзгерістері бар. Темірдің сульфатына калий гидроксидін қосқан реакциясының толық және қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысын анықтаңдар дейді. Реакцияны жазам, яғни феррум SO4, оған менде бірінші калий гидроксидін қосам, нәтижесінде менде феррум OH2 түзіледі, плюс менде калий 2 SO4 түзіледі. Назар аударасыздар, мына жерде темір сендерді эквиваленттілікті көрсетіп тұр, значит эквивалентті гидроксиді түзіледі реакциядан кейін. Онда мен мынаның алдына 2-ні қоям, сол кезде бүкіл реакциям теңесіп кетеді. Енді мынаны не істеймін? Толық және қысқартылған иондық деді, иә. Онда біз бірінші иондарға ажыратамыз. Темір менде +2-ні көрсетеді, плюс SO4 менде, яғни -2-ні көрсетеді, плюс мынау қара, мына алдында тұрған 2 калийге де OH-қа да тиесілі болады. Онда 2 менде
калий плюске плюс 2 OH минус гидроксил аниондарын ыдырайды. Феррум OH ол менде жасыл түсті тұнбаны береді. Тұнбалар олар менде ыдырамай жазылады. Феррум OH2. Сосын барып, қара, калийдің аяқ жағында 2, калийдің алдына өтеді. Яғни 2 калий плюске плюс SO4 менде минус 2-ге. Болды менде осылай. Мынау енді толық осылай ашып жаздым. Бұл менде толық иондық теңдеу деп аталады. Коэффициенттердің санын санаймын енді. Темірдің алдында бір коэффициент бар, көрінбейді. Мынаның алдында бір коэффициент бар. Мына мен 4-еу болады, мына мен 6-ау болады, мына мен менде 7-еу болады, мына мен 8 болады, мына мен 10 болады. Сонда менде 10. 10 деген бүкіл варианттарда бар, я. Бізге оны ешқайсысын белгілей алмаймыз, онда қысқартамыз. Бірдейлерді қалай қысқартамыз енді қараңдар. Мұнда SO4 бар, бірдей қысқартасың SO4 пен. Сенде бірдей калий бар, калий мен калийді қысқартасың. Кімдер қалады, соны жазасың. Сенде феррум плюс 2, одан кейін барып сенде 2 OH минус қалды, одан кейін барып сенде млерден феррум OH2 деген қалды. Енді айтады, теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы дейді. Темірдің алдында 1 бар, OH-тың алдында 2 бар, мына OH2-ның алдында 1 бар. Барлығын қосқан кезде сенде 4. Жауаптан сонда, яғни бізде толық иондық кезінде 10-ды құрайды, қысқартылған кезде менде 4-ті құрайды деп не істейді екенбіз, белгілейді екенбіз. 14-ші сұрақ бойынша сұрақтарың бар ма? Апай, су тұнба бұл жерде қысқармайды ғой, я? Бұл жерде су жоқ қой. Реакцияда су жоқ. OH деген ол гидроксил топтармен су шатастырмаймыз. Сосын есептерде қандай нәрселер қысқармайды еще. Бізде егер оксидтер келетін болса, оксидтерді ашпай жазамыз. Одан кейін ең маңызды тағы ғана заттар, газдар. Одан кейін су заттар келетін болса, оларды сендер ашпай жазасыңдар. Мысалы, мен тұнбаны ашпай жаздым ғой, иондарға ыдыратпай. Тура сол сияқты жазасыңдар. Енді тек концентрлі күкірт қышқылына тән реакция дейді. Мына жерде концентрлі күкірт қышқылына тән реакция енді көрініп тұр деп ойлаймын, тек қана мына вариантқа сәйкес келеді. Есте сақтап аласыңдар, мысқа мен H2SO4-тің сұйытылғанын қоссам, ешқандай реакция жүрмейді, сұйытылғанмен әрекеттеспейді. Мынау менде концентрлі кезінде SO2, яғни улы газ бөлініп шығады. Ал мыналардың барлығы простой реакциялар кәдімгі. Яғни темірге H2SO4-тің өзін қоса салған темірдің сульфатын сутек газ бөлінген, нерге сілтілер мен қышқылдардың өзара реакциясы жүрген, тоже нерде негіздік оксидпен жалпы қышқылдық оксидтің реакциясы жүрген. Ешқайсысы мына соңғы үш реакция, олар менде просто әшейін күкірт қышқылы. Ал анау менде мысқа жалпы H2SO4-тің концентрациясын қосқан кездегі айырмашылық мына газдың түзілуінде. Кеттік енді келесі, сутек пен бром өзара әрекеттеседі. H-бром реакциясында бастапқы заттардың концентрациясын 3 есе арттырғанда реакция жылдамдығы дейді. Бастапқы заттар деген кім? Сутектер. Реакцияны жазамыз. Реакцияның жылдамдығы бүйтіп айтты. Заттардың концентрациясын онда концентрация деп жазамын. Мына сутекті, яғни мұнда былай жазамын. Одан кейін концентрация, одан кейін барып мен бромды жазамын. Осылай жазып қоямын. Енді айттым, 3 есе арттырғанда дейді. Егер нерде арттырғанда деген сөз болса, жауаптан тек артады деген варианттарды іздейміз. Нерде енді варианттарда менде кемейді деген варианттар бар ғой, олардың бәрін сызып тастаймыз. Қараңдар, енді мынаның алдында реакция толық теңесіп тұр. Реакцияны теңестірмейміз. 3 деп тұр ғой, онда мынаның алдына 3-ті қоямын, мынаның алдына мен 3-ті қоямын деген сөз. 3-ке 3-ті көбейткенде менде 9 деген сөз. Сонда 9 есе артады деген сөз. Есептің жауабы менде сонда С вариантына сәйкес келеді деген сөз. Кеттік келесі үшіншілік спиртті анықтаңдар дейді. Яғни изопропил спирті 2 метил бутанол 2, одан кейін 3 метил бутанол 2, 2 метил пропанол 1. Бұл жерден қалай анықтаймыз? Енді изопропил спирті деген сөз оның орналасуына байланысты, изо деген сөз оның изомеріне байланысты кәдімгі пропил спирті. Мына жерде менде бүйтіп айтады, сосын 3 метил бутанол, бұлардың барлығының бізде құрылымдық формасын сызып көру керек. Изопропил деген сәйкес келмейді вообще. Енді қараңдар, мынасы екінші бутанол, біреу, екеу, үшеу, төртеу сыздық. Енді бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, төртінші көміртек. Бүйтіп айтады, қараңдар. Мына жерде бутанол 2 деп тұр ғой. Спирттердің функционалдық тобы OH тобы. Осы OH тобы менде бутанол 2 деп тұрса, мына 2-де OH гидроксил топтары бар деген мағынаны білдіреді. 2-де метил деп тұрма, онда мына жағында менде метил деген радикал бар деген мағынаны білдіреді. Енді үшіншілік спирт деді. Үшіншілік спирт деген ол қандай мағынаны білдіретін еді? Үшіншілігі спирт деп айтып көріңіз, үшіншілік деген ол қандай мағынаны білдіреді? Үш көміртекпен байланысатын емес па, апай? Мысалы, нерде менде ондай варианттар бар ма? Қараңдар, міне, есте сақтап алыңдар. Именно мына OH гидроксил топтары орналасқан көміртек атомы болады ғой. Бізде спирттердің функционалдық тобы OH тобы. Именно осы OH-қа жалғанған мына көміртек атомы бар ғой, ортадағы. Осы жалғанған көміртек атомы, егер үш радикалмен, енді мынаны сутектерге толтырасыңдар ғой өздерің, білесіңдер деп ойлаймын ғой. Мынау сутектерге толтырасыңдар. Қара, мына ортада орналастырған көміртек атомы мынамен байланыс орнатып тұр, мынамен байланыс орнатып тұр, мынамен байланыс орнатып тұр. Яғни үш жағынан үш көміртек атомымен байланыс орнатып тұр. Онда бұл менде үшіншілік спирт болады деген сөз. Мысалы ретінде келесі басқа бір вариантсыз көрейін. Жауап осы негізі В варианты болады. Басқа енді біреуінсіз көрейік. Бізде мына метод 3 метил бутанол 2 бастап тұрамыз. Бутанол
екеу, үшеу, төртеу. Яғни бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, менде төртінші көміртек. Мына екіде сенде OH топтары бар дейді. Сосын қара, үште метил тобы бар, үште сенде метил тобы бар. Енді назар аударыңыз, сутектерге толтырайын, ерге, наған бір сутек, наған бір сутек, наған менде үш сутек жетіспейді. Осылай толтырып аламын. Енді қара, менде OH-қа жалғанған көміртек атомына назар аудар. OH-қа жалғанған көміртек атомы мынау сенде, дұрыс па? Осы көміртек сенде мынамен ғана байланыс орнатып тұр. Арасындағы сызыққа қарайсың, болды. Мынамен, сосын мынамен ғана. Екі көміртекпен байланыс орнатып тұр ма? Именно OH-қа жалғанған көміртек атомы болу керек, басқалар емес. Яғни бұл менде уже екеумен ғана байланыс орнатып тұрса, бұл уже үшіншілік спирт емес, бұл менде уже екіншілік спиртке жатып кетеді деген сөз. Сондықтан, яғни біз шатастырмау керекпіз. Бұл көбінесе аминдерге байланысты, просто сосын әшейін көміртек атомдары бар қосылыстарға байланысты келеді. Функционал топтарына сол кезде жақсылап назар аударасыздар. Енді бізде амидті қосылыстар дейді. Біз енді мына жерде бүкіл полимерлердің қосылыстарын берген, полимерлерді біз полиэфирлі талшықтар, полиамидті талшықтар деп жіктейміз. Сондықтан қандай жауаптар сәйкес келеді енді амидті қосылыстарға? Амидті қосылыстарға сендер дұрыс жауап айтасыңдар. Д варианты капрон, нилон, кевлар. Бұлардың құрамында, яғни амидті байланыстар болады. Бұны жаттайсыңдар. Бұл қандай тақырыптар бойынша, 11 сыныптың тақырыптары бойынша екінші бөлімінде де бар, бірінші бөлімде бар. Сондықтан соған дұрыстап дайындалып кіресіңдер. Көбінесе кевларға байланысты мәліметтер көбірек келеді. Нилонда бар. Нилонға байланысты көбірек мәлімет жоқ, бірақ ол кітаптың соңғы жағында оқушылар орындайтын тапсырмалар деген жерде ғана бар. Сосын капрон. Капрон ол бұрыннан келеді. Сосын менде бүйтіп айтады, енді қараңдар. 3-5, яғни бізде 4-1, 3-10, 4-2 қандай электрондық конфигурацияға сәйкес келеді дейді. Айтып көріңдерші. Былай жасасақ, ең оңай жолы 3-5, 4-1 деп тұр ғой. Мына 3-5-ке дейін қандай электрондық конфигурациялар бар, бәрін сызып шығамыз. Бізде бірінші 1s2 бар, 2s2 бар, 2p6 бар, 3s2 бар, одан кейін менде 3p6 бар, сосын 3p-дан кейін барып қана 3-ті болады, 4s1 болады. Бәрін қосамыз енді. 2, 2, 4, мынау 10, 18, 18-ге 6-ны қоссам, менде 24 бола ма? Кітап бар ма? Реттік номеріне қарайын. 24-ке сәйкес келетін элемент, ол менде реттік номері, яғни хром деген элементке сәйкес келеді. Сондықтан жауапта мен хром деген варианттары бар, десем бәрінде хром бар екен ғой. Кеттік енді, мұнан анықтаймыз. Яғни 3-10, 4s2. Бірінші бет жазып аламыз. 3-10, одан кейін 4s2. Мұна 3-ға дейін қандай электрондық конфигурациялар бар, солардың барлығын жазып шығамыз. Яғни 1s2, 2s2 бар, 2p6 бар, 3s2 бар, 3p6 бар, одан кейін 3p-дан кейін барып қана 3-ті келеді. Сондықтан бәрін былай сызып шығам. 2, 2, 10, 12, 18, 28, 28-ге 2-ні қоссам, менде 30 болады. 30 деген реттік номер кімде менде? 30 деген реттік номер мырышта екен. Мұнан жоғары жағында стандарт қосасыңдар, қосқан кезде 30 шығады, ол менде мырыш деген элементке сәйкес келеді. Кетті енді келесі, мә уже 10 кетті қаптыға бір нұсқаны талдап білгерейік хотя бы. Бізде айтады, 230 грамм натрийді 700, яғни миллилитр суда салғанда пайда болған сілтінің менде массалық үлесін анықтаңдар дейді. Енді бұл есеп оңай деп ойлаймын. Натрий мен менде суды өзара реакцияға түсіреміз. Нәтижесінде менде, яғни натрий гидроксиді пайда болады. Натрий гидроксидінен кейін сутек газы бөлініп шығады. Мынаның алдына 2 қоямын, мынаның алдына 2, мынаның алдына 2-ні қойсам, менде бүкіл реакциям теңеседі ма деген сұрақ. Екеу барлық реакциям теңесті, 230 грамм. Именно егер сендерде есептің шартында бізде су бар емес па, су миллилитрмен берілсе, сендер суды міндетті түрде 770 грамм деп ала бересіңдер. Себебі, яғни бізде судың тығыздығы 1 грамм бөлінген сантиметр кубқа сәйкес келеді. Бәрібір сендер мынау менде берілген миллилитрді массаға айналдыратын болсаңдар, мынаған көбейтесіңдер ғой. Сонда типа мынандай ғой, массаны анықтайтын формула, тығыздық көбейтілген менде көлем, тығыздығың сенде 1, оған 770-ті көбейтсең, қайтадан сенен 770 шығады. Сондықтан айналдырмай сразу суды не істейсіңдер, сөйтіп жазып кете бересіңдер. Сөйтіп, енді бізде не істейміз? Реакцияны жазамыз. Реакцияны жазу барысында мынау менде 230 граммны құрайды, мынау 46 грамм бөлінген менде мольны құрайды. Енді суымыз берілген, суым менде 770 граммды құрайды, асты менде 36 грамм бөлінген менде мольны құрайды. Енді сілтінің массалық үлесі деді ғой, массалық үлесін табу үшін бізге массасын табу керек. X, менде 80 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Енді түріне қарайтын болсақ, 230-ды 46-ға бөлем енді. 230 бөлінген менде 46, ол жерде менен ерден 5 моль шығады. Сосын 770-ті бөлемін менде 36-ға, жерден 21 моль шығады. 21 моль деген сөз үлкен, онда есепті мен су арқылы өші шығармайды екен ғой. Сондықтан мен судың өшіріп тастай саламын. Есепті бетем, 80-ді
230-ға көбейтіп 46-ға бөлем. 80 көбейтілген менде 230, оны бөлем менде 46-ға. Сол кезде менде 400 шығады нерден. Яғни 400 грамм шықты. 400 грамм шықты. Енді массалық үлес менде натрий гидроксидін есептеймін. Массалық үлес бөлу үшін масса менде натрий гидроксидін, масса менде яғни ерітіндіге бөлем. Оны көбейтем менде 100%-ға. Тура бағанағы есеп сияқты мынау 400 грамм. Енді бізде масса қанша деген сұрақ. Ерітіндінің массасы сендерде 2 зат реакцияға түсіп тұр. 230 грамм реакцияға түсіп тұр және 770 деген реакцияға түсіп тұр деген сөз. Сондықтан біз не істейді екенбіз? Мына жерден кімнің массалық үлесін анықтаймыз? Ерітіндінің массалық үлесін анықтағанда 230-ға осы 770-ті қосамыз. Оны көбейтеміз 100%-ға. Бізге ненің массасы керек? Ерітіндінің массасы керек. Анау 400 Вт, сол кезде менде қанша шығады? 230-ға 770-ті қосқанда 230 плюс менде 770 мың шығады екен ғой. 400-ді мыңға бөлесіңдер. Сосын оны көбейтесіңдер 100%-ға. Сол кезде сендерде неден 40% шықты ма? 40-та 40% деген варианттарда жоқ. Бірақ та нені бізде неге сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? 40-та 40% дейтіндерде вроде жоқ, артындағы сан қате жазылып кеткен ба? 44-те 4, 30-да 30, 30-да 30 деп. Не үшін жазылған түсінбедім, бірақ газ, ойбай, сутек газы бар екен ғой. Сутек газының бізге масса, сутек газының массасы қанша бізде? Қаншаға сәйкес келеді сутек газының массасы? Массасын табамыз ба, газ табамыз ба? Массасын тауып, оны біз не істейміз? Ерітіндіден азайтамыз ба? Қараңдар, X энергия мен 2 грамм жазатын болсам, пропорциямен есептесем, менде қанша шығады ол? Яғни 230 көбейтілген 2, яғни оны бөлем менде 46-ға 10 шығады екен ғой. 10 шығады екен. Сөйтіп, оны бөлеміз. Сол кезде 40-та 40. Мына жерден, мынаны 10-ның шыққандығын түсініңдер ғой, сутектікін ерітіндіден азайтып тастаймын ғой, бүйтіп жазайын онда. Мына жерге. Масса ерітіндіден, яғни біз сутек газын азайтамыз. Мына жер менде 400 граммды құрайды. Асты менде қаншаға сәйкес келеді сонда? 1000-нан біз 10 грамм сутекті азайтамыз да, оны көбейтеміз бізде 100%-ға. Сол кезде 40-та 45 шығады. Варианты кеттік. Альдегидтердің алыну жолы дейді. Альдегидтерді алған кезде біз кімдерден аламыз? Қандай спирттерді татықтырып аламыз? Варианттар айтып көріңдерші, 11 сыныптың тақырыптары бойынша. Біріншілік спирттерден бізде альдегид шығады дейді, екіншілік спирттерден кетон шығады дейді. Яғни бізде қандай варианттар бар енді? Екіншілік спирттер деген вариант жатпайды. Міндетті түрде, наверное, екіншілік спирттерді алып ацетиленді гидратациялау, пропенді гидратациялау. Осы жерде не шығады? Ацетиленді гидратациялау деген вариант болады. Яғни біріншілік спирттерді толықтырамыз, ацетиленді біз гидратациялаймыз. Сол кезде бізде альдегидтер алынады. Бірақ пропенді гидратациялағанда, яғни сынап сульфаты қатысында көтеріп реакциясын жүргізген кезде бізде уже кетондар алынып кетеді. Именно пропенде ішкөміртек атом бар. Егер пропенге су қосатын болсам, уже ол жақтан кетон алынып кетеді. Бұл сұрақтар кітапта бар. Теорияға дайындалып жаттап алсаңдар жеткілікті. Келесі 24-те 8 грамм көміртек пен кремнийден тұратын қоспаны күйдіргіш сілтінің ерітіндісімен еріткенде 13-те 4 литр газ, 13-те 44 литр газ бөлінді. Қоспадағы заттардың массалық үлесін анықтаңдар дейді. Көміртек пен крем күйдіргіш сілті дейді. Яғни менде көміртек реакцияға түспейді. Калий гидроксидмен есте сақтап алсаңдар, химиялық қасиеттер бойынша реакция жүрмейді. Бірақ кремний жүреді. Бағана айттым, калий гидроксиді су қатысында міндетті түрде жүреді. Одан кейін барып менде қандай қосылыс түзіледі? Калий 2, силициум О3 плюс менде яғни сутек газ бөлінеді. Наның алдына 2-ні қоям. Сосын қанша болып тұр? 4 болып тұр. Наның алдына 2-ні қойсам, наның алдына жоқ, сутектердің саны неше болып кетті? Сутектер вроде 2, 4, наның алдына 2-ні қоймайды сияқты. 3 болып тұр. 3 жоқ, 3 болмайды. Қанша болады? 2 калийдің саны теңес тұр, оттектердің саны теңес тұр, сутектің саны теңес тұр. 4, наның алдына 2-ні қойдым ғой, сонда тек. Яғни сонда менде бүкіл реакциям теңес еді. 13-те 44 литр газ бөлінді. 13-те 44 литрді құрайды. Астына мен 44-те 8 жазамын. Осы жерден кремнийдің массасын анықтаймын. 24-те 8 грамм қаншасы кремнийге, қаншасы менде, яғни мынау көміртекке тиесілі екенін білмеймін. 28 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Мына 28-ді 13-те 44 көбейтіп 44-те 8-ге бөлем. Яғни 28 көбейтілген менде 13-те 44, яғни оны бөлеміз бізде 44-те 8-ге. Сол кезде менде 8-де 4 грамм шығады. Айтады қоспадағы заттардың массалық үлес, онда менде кремний анықтаймын. Ол үшін менде масса кремнийді, масса бастап қоспаға бөлем, оны көбейтем менде 100%-ға. Яғни кремний менде 8-де 4 грамм құраса, бастап қоспа 24-те 8 грамм. Назар аударасыңдар, сізу көшіреміз,
8-де 4, 8-де 4-ті бөлем менде 24-те 8-ге, оны көбейтем менде 100%-ға. Сол кезде менде 33-те, яғни 87% шығады. Ол менде бірақ вариантта бар, жауап менде А вариантына сәйкес келеді. Ал енді нердегі 66 129 деген қақтан шықты деп сұрайтын болсақ, бүйте саламыз. Бастап қоспай 8-де 100% құрайды. Осы 100%-тен 33-те 87% азайтатын болсаңдар, сенде 66-да 129% шығады. Есептің жауабы сонда А вариантына сәйкес келеді деген сөз. Немесе бұны масс арқылы да тауып алсаңдар болады, разницасы жоқ. Кімге қалай ыңғайлы, сол форматын әркім өзі қолданады. Келесі өндірістің наны деп аталатын купорос майы. Білесіңдер деп ойлаймын, бұл өндірістің наны деп аталатын қышқыл, яғни күкірт қышқылы. Күкірт қышқылында күкірттің электрондық конфигурациясын анықтаңдар дейді. Енді бұндай қосылыстар бар. Енді бұны біз қалай анықтаймыз? Күкірттің электрондық конфигурациясы қандай болады? H екесі 4. Яғни бұл жерде нерде сутек плюс 1-ді көрсетеді, оттек минус 2-ні көрсетеді. Яғни 4-ке 2-ні көбейтсем 8, 2-ге 1-ді көбейтсем 2. Осы 8-ден 2-ні азайтсам, күкірт менде плюс 6-ны көрсетеді. Күкірттің тотығу дәрежесі плюс 6 болу керек. Жоғары жақтарындағы электрондық конфигурациялардың бәрін қосамда реттік номерді шығарам. Нерде 2, 2, 10, мына жер менде 16-ға сәйкес келеді. Нер 16 болып тұр. Енді нер 2, 2, 6, 10, мына жер қанша болады? 12 болып тұр. Нер менде 12-ке сәйкес келіп тұр. Одан кейін 2, 2, 2, 10, мына жер менде 14-ке сәйкес келіп тұр деген сөз. Келесі 2, 2, 6, 0, 0 дейді. Мынау менде 10-ға сәйкес келеді. Жауап менде осы неге Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Енді неге Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Енді бізде назар аударыңдар, күкірт деген қосылыс менде нерде плюс 6 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. Ал егер мына 16 деген қосылыс, негізі электрондық конфигурациясы негізі А варианты. Тек күкірт элементінің 0 тотығу дәрежесі кезіндегі бізде несі деп сұраса, электрондық конфигурациясы деп сұраса, 16 реттік номерін анықтаймыз. Ал егер мысалы бүйтіп сұраса, плюс 4 тотығу дәрежесі, минус 2 тотығу дәрежесі кезіндегі электрондық конфигурациялар дейтін болса, не істейсіңдер, назар аударып азайтасыңдар. Реттік номер 16, 16-тан 6-ны азайтсаң, сенде 10. Реттік номер сол кезде 10 шығу керек. Жауап сонда менде Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Түсіндіңдер ма 24-ші сұрақты? Сұрақтарың бар ма 24 бойынша? Түсінбей қалғандарың жоқ па? Келесі күміс нитрат ерітіндісінің электролизінде 21-де катодта 21-де 6 грамм металл жүрген болса, анодта бөлінген және неше көлем этанды жағуға жұмсалады. Тарғырып электролиздің есебін органикаға араластырып жүрген екен, иә. Күмістің нитратын жазам, яғни аргентум NO3, оған мен электролиз деймін. Ерітіндісі десе су қосам, міндетті түрде есте сақталасыңдар. Электролиздің барысында егер белсенділігі төмен металдар реакцияға түсетін болса, ол жерден бізден металдың өзі шығады, автомат. Бір нитрат, одан кейін барып оксид деген сияқты қосылыстар шықпайды. Белсенділігі төмен металдың өзі шығады. Одан кейін оттек газы анодта бөлінеді, және менде азот қышқылы міндетті түрде бөлініп шығатын болады. Енді маған реакцияларды теңестіру керек. Мынаның алдына 2-ні қойсам, мынаның алдына 2-ні қойсам, сутектер теңеспей қалады екен. Онда сутектер бізге бұдан сәл, мынаған 4-ті қойсам, мынаның алдына 2-ні қойсам, мынаның алдына 4-ті қойсам, мынаның алдына 4-ті қойсам, оттектердің саны 12, 12, 2-ні қоссам 14, 12, 14. Бүкіл реакция менде толық теңесіп тұр онда. 21-де 6 грамм металл түсірген болса дейді. Металл мынау 21-де 6 грамм. Оттегімен шатастырмаймыз. Оттек металл емес, ол биметалл. Яғни 108-ді көбейтемін мен нешеге? 108 көбейтілген менде 4. Яғни 432 болатын. 432 грамм бөлінген менде молға сәйкес келеді. Айтады бөлінген газ және көлем дейді. Бөлінген газ ол сендерде оттек. Күкірт қышқылы, нердегі азот қышқылы сендерде газ емес, газ ол сендерде оттек. Осының көлемін табамыз 22-де 4 литр, 22-де 4-ті 21-де 6-ға көбейтіп 432-ке бөлемін. Яғни 22-де 4, оны көбейтем 21-де 6-ға, оны бөлем менде 432-ке. Нәтижесінде менде 1-де 12 литр шығады. Осыны айтады, осы оттекті этанды жағуға жұмсалды дейді. Этан С2H6, оған оттекті қосам. Нәтижесінде барлығынан көміршіл газымен плюс менде су шығады. Мынаның алдына теңеспей қалады сияқты. Мынаның алдына 2, мынаның алдына 4, мынаның алдына 6-ны қоям. 4-ке 2-ні көбейтсем 8, 8-ге 2-ні көбейтсем 14, онда мынаның алдына 7-ні қоям. Десем дұрыс па? 14, 2, 7, вроде дұрыс, иә. Мына менде 1-де 12 литр шықты. Онда астына қалып да 7 көбейтілген 22-де 4-ті жазам. Ол менде 156-да 8-ді құрайды. Яғни этанды неше қанша көлем этанды жағуға жұмсалды. Этанның көлемі сұрапты X литр. Онда менде 44-те 8 жазам. 44-те 8-де 1-де 12-ге көбейтіп 156-та 8-ге бөлем деген сөз. 44-те 8, оны көбейтем 1-де 12-ге, оны бөлем менде 156-та 8-ге. Нәтижесінде менде 0,32 шығады. 0,32. Сонда менде этанның көлемі 0,32, жауап менде С вариантына сәйкес келеді деген сөз. Түсінікті ма? 25-ші есеп. Сұрақтарың бар ма? Осы жерге дейін. Бірде біз бүкіл тақырыпты почти біраз қоспан есептерін шығарып тастадық, иә?
Кеттік келесі. Енді күлгін түсті, ат ұзын. Енді контекстік сұрақтарға назар аударасыңдар. Алдында тоже мен нұсқаулар талдап жүрген кезде байқадыңдар, иә. Мен жалпы талдаған нұсқалардың барлығы уже бүкіл оқушыларға келіп қойды алаш, иә. Күлгін түсті, ат ұзын, күшті тотықсандырғышпен әрекеттестіргенде сары жасыл түсті, өткіристі улы В газы түзіледі дейді. Түзілген В газын ыстық сілті арқылы өткізгенде түзілген С тұзын марганец O2 катализатор қатысында қыздырғанда түсіз иісі одан сәл ауыр Д газы бөлінеді дейді. Автомат мына реакция кімге қатысты деп айтатын болса, біз яғни оттегінге қатысты реакциялар деп қарастырамыз. Себебі марганецтің 4 валентті оксиді ол менде оттегіні алу кезінде қолданылатын бізде катализатордың рөлін атқарады. Күлгін түсті А тұзы деген не? Күлгін түсті деп калий деген элементті айтып тұрған жоқ, шатастырмайсыңдар. Тотықсыздандырғыш әрекеттестіргенде сары жасыл түсті өткіристі улы газ. Калийдің бертолет тұзы ма? Күлгін түсті. Қалай ойлайсыңдар? Күлгін түсті десе. Марганцовканың түсі қандай бізде? Марганцовка, кәдімгі иде қолданатын. Марганцовканың түсі күлгін ғой, ұнтақ. Я, оны суға салсақ күлгін болып кетпей ма, дұрыс па? Сол марганцовка туралы айтылады. Бұл бізде қандай тақырыпта айтылған? Оттек және сутек деген сутектің қатысы жоқ, оттек деген тақырыпта бар. Және бұл мына реакция именно хлордың алыну жолының реакциясында бар. Бұл жерде дұрыс жазасыңдар. Күлгін түсті А тұзын күшті тотықсыздандырғышпен әрекеттестіргенде сары жасыл түсті өткіристі улы бізде уже автомат білуге барады. Сары жасыл түсі деген автомат жаттап алса, оның хлор екендігін білесің. Реакцияны жазамыз. Калий марганец O4. Оған менде бүйтіп айтты ғой. Күшті тотықсыздандырғышпен әрекеттестіргенде H-хлормен тотықсыздандырғышпен деді. Сөйтіп бар, тотықсыздандырғыш деп, не үшін H-хлор тотықсыздандырғыш деп айтады? Себебі бұл жерде хлордың тотығу дәрежесі төмен. Сондықтан H-хлор ол тотықсыздандырғыштың рөлін атқарып тұр депті. Енді бізде не деп айтады? Жерде мен хлорды алам, хлор, одан кейін барып мен калийдің хлоридін алам, одан кейін марганецтің мен хлоридін алам. Бұл зертханада хлордың алыну жолы. Біз мұны міндетті түрде білгенбіз. Еще ұбытта бұл сендерде коэффициенттердің қосылысы қанша деген сұрақтармен сұрайды. Өткіристі В газы дейді. Өткіристі сендерде В газы мынау. Яғни қараңдар. Сендерде бағанағы күлгін түсті, мынау зат, А тұзы мынау сендерде. Ал сендерде олардан бөлініп шыққан В газы мынау. В газын ыстық сілті арқылы өткізгенде дейді. Хлорға ыстық сілті, қандай сілтіні қосам? Калий гидроксидін қоса берем. Натрий гидроксидін қоссаңдар болады, қазір варианттарға байланысты болады. Неге ыстық деген сөзді жазам? Енді бұл жерде менен қандай түсі түзіледі? Калийдің хлорид түзіледі, плюс менде калий хлор OH түзіледі, плюс менде яғни H2O түзіледі. Есте сақтап аласың, нерде мына оттегісі көп қосылыстыру үшін нердегі ыстық деген сөзде әріптің саны көбірек болу керек есте сақтаған кезде. Айтады, сосын айтады, өткізгенде түзілген С тұзын дейді. С тұзы деген кім? Марганецтің 4 валентті оксиді қатысында, катализатор қатысында қыздырғанда дейді. Мынау айтып жатыр, калийдің хлоратын. Калий хлораты бертолет тұзы. Марганецтің 4 валентті оксиді қатысында қыздырамыз. Калийдің хлоридімен ол жерден оттек газы бөлінеді. Оттектің зертханада алыну жолының 5 реакция теңдеуі бар. Соның ішінде бар бұл реакция. Наның алдында 2, наның алдында 2-ні қоямыз. Сосын айтады, марганецтің катализаторында қыздырғанда түссіз иіс ауадан сәл ауыр Д газы түзіледі. Д газы. Оттегінің ауадан сәл ауырлығы қандай? Ауаның массасы 29, оттегінің массасы 32. Сәл ауыр деп сол үшін ғана айтты. Сәл ауыр деген сөз шақ цифры ауыр болып тұр, сан ауыр болып тұр. Болды, осылай біз анықтап алады екенбіз. Кетті келесі. В газы молекуласындағы химиялық байланыстың түрі дейді енді. Қараңдар, В газы деген кім бізде? В газы ол менде хлор болды ғой. Ол менде ковалентті полиссіз болады. Жауаптардан мен сонда В вариантын белгілеп кете саламын деген сөз. Аха, біледі екенсіңдер ғой. Кеттік енді келесі. Әрбір теория өте маңызды. Мынау биорганиканың теориясын білсеңдер, мынандай контекстке шашасыңдар вообще. Катализаторды қайдан қолданады, нердегі түстер қандай деген сияқты бәрін жаттаусыңдар. Олар шешу ондай қатты емес. Белгісіз В затының молекулалық массасы дейді. Белгісіз В заты деген сөз ол бағана бізде хлор болды ғой. Хлордың молекулалық массасы қаншаға тең? Хлор 2. Ол менде 35-те 5. Оны 2-ке көбейтетін болсам, менде қаншаға сәйкес келеді ол? 35-те 5. 35-те 5 көбейтілген 2 71-ге сәйкес келеді. Жауаптан ана вариант белгілейік. Бүйтіп сұрап тұрған жоқ сосын. Белгісіз В затының белгісіз В, мына жерде шатасып кететін 2 вариант бар ше. Мына жерде мынандай вариант бар да, ойлап қалармын. Хлорды жалғыз өзі тұрған кезде 35-те 5 болады ғой. Хлор 2 болып тұрған кезде ол 71 болады, дұрыс па? Шатасып кететін. Бүйтіп сұрап тұрған жоқ бізде. Хлор атомының деп сұрап тұрған жоқ. Егер хлор атомының деп сұрайтын болса, біз мына 35-те 5 деген вариантты белгілейтін едік. Өйткені хлор атомы деген сөз хлордың біз жалғыз өзін жазамыз, просто атом күйінде. Бітті. Осы нұсқаныма жіберейін, иә. В газының ыстық сілтімен реакциясында коэффициенттердің қосындысы дейді. Бағанағы реакцияларды жазам, енді хлорға мен істеймін калий гидроксидінің, яғни ыстық ерітіндісін қосамын. Нәтижесінде менде калий хлор, плюс менде калий хлор O3, плюс менде H2O түзіледі. Реакцияны енді маған не істеу керек? Теңестіру керек. Үлкен сандар болатын еді, қателеспесем.
қанша болады? Хлорлардың саны екеу болып тұр. Вроде мына жақта екеу, төртке точно келмейді. Төртке келмесе алтыға келтіру керек. Мынаның алдына үш қойып көрсем, мынаның алдына үшті қойсам, жерге алтыны қойсам, сосын мынаның алдына үшті қойсам, оттектердің саны алтау. Оттектердің саны теңеспей қалды ма бізде? Алтау болды. Оттектердің саны тоже мына жақта, жоқ, мына жақтағы бет теңестіреді екен. Мына жаққа біреу қоямын да, мына жаққа алтау қояды екен. Сол кезде оттектердің саны алтау болады. Мынаның алдында үш болады, мынаның алдында алты, мынаның алдында алты бар. Одан кейін барып, мынаның алдында бір бар, мынаның алдында үш бар. Алтыға алты 12 болады, 12-ке үшті қоссам 13 болады, 13-ке алтыны қоссам 19 бола ма? 18 бола ма? 12 плюс 3 плюс 1 плюс 3. 19 шығып тұр ғой неде? 19 бар сендерде де? 5 бар? Жоқ, мынаның алдында 5 екен ғой, ана калийді есептемей кеттім. Мынаның алдына 5, мынаның алдына 5, мынаны ұмытып кетіппін ғой. Сөйтіп 18 болады. Жауап сонда менде Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Кеттік келесі, массасы 20 грамм с тұзын марганецтің 4 валент оксиді катализаторы қатысында қыздырғанда дейді. Менде 3,36 литр газ сүлді бастапқы с затының құрамындағы қоспаның массасы. Тоже бізде мынау нұсқада қоспаның есептері өте көп екен. Органика, биорганика бәрі араласып кетті. С тұзын дейді. Енді с тұзы кім менде? Бағанағы еске түсіріп алыңдар. С тұзын назар аудар. Жазған өшпектенді. С тұзы деген кім болды? Марганецтің 4 валент оксиді қатысында қыздырғанда дейді. Калийдің хлораты бертолет тұзы болды бұл менде. Калий, хлор, О3. Марганецтің 4 валент оксиді катализатор қатысында. Калийдің хлориді плюс менде оттек газы бөлінеді. Мынаның алдына 2, мынаның алдына 2, мынаның алдына 3 қоямын. Сол кезде бүкіл реакциям теңеседі. 20 грамм с тұзын деді. 3,36 қараңдар. Мына 20 грамм тұздың, мынау менде калий хлоратының массасы. Енді есте сақтаңдар. Бұның ішінде қоспасы болады. Қоспасы керек емесі. Сосын менде тазасы болады. Есепте айтпайды, тазасы болады, қоспасы болады деген сияқты айтпайды. Бірақ мына жерде 20 грамм тұр. Осы менде берілген 20 грамм қаншасы қоспа, қаншасы таза екенін білмеймін. Қазір мен пропорциямен тауам. Тапқан кезде всегда пропорциямен табылғаны ол тазасы болып шығады. Есте сақтап аласыңдар. Енді мына жерде менде 3,36 литр газ сүлді. Мынау калийдің хлориді, ол менде газ емес, ол менде тұз. Мынау менде, яғни 3,36 литр газ, астына қалтырғайда 67-2 жазам. Нерге X жазам. Енді мынаның мен маляр массасын есептеймін. Қанша болады? 16 көбейтілген 3, оған хлор 35-те 5, оған калий 39, оған 2-ді көбейтем 245 болады нер. 245 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. 245-ті 3,36-ға көбейтіп 67-те 2-ке бөлемін. Яғни 245 көбейтілген менде 3,36, оны бөлем менде 67-те 2-ге. Сол кезде менде 12-де 25 грамм шығады. Қараңдар, 12-де 25 граммы шыққаны, мына 20 граммның сендерде тазасы. Сендер пропорциямен ешқашан қоспасын таба алмайсыңдар. Сондықтан есте сақталыңдар. Қоспасын табу үшін осы 20 граммнан 12-де 25 азайтасың енді. Сол кезде сенде 7-де, яғни 75 грамм шығады. 7-де 75 грамм, ол сендерде қоспасы. Осы қоспасының массалық үлесін табамыз. Массалық үлес ол үшін масса, яғни қоспасын масса бағанағы бастапқыға бөлем. Оны көбейтем менде 100%-ға. Қоспасы менде 7-де 75, бастапқысы менде 20 грамм. Оны көбейтем менде 100%-ға. 7-де 75-ті бөлем 20-ға, оны көбейтем 100%-ға. Сол кезде менде 38-де 75% шығады. Есептің жауабы сонда менде А вариантына сәйкес келеді деген сөз. Сұрақтарың бар ма? Контекст бойынша кімде қандай сұрақ бар? Контекст бойынша түсінбеген нәрселерін сұрасаңдар болады. Контекст просто так хлор және оттегі деген тақырыптағы реакцияларды түстерді жаттап аласыңдар, болды бітті, ары қарап шеше бересіңдер. Енді бізде бүйтіп айтады. Мәтін бойынша 31-де 63 грамм азатынан сатылап алынған газ көлемі әр сатыдағы менде нені анықтаңдар дейді, шығымды анықтаңдар дейді. Нені сұрап тұр? Мәтінде болған азатынан сатылап алынған ең соңына дейін бүкіл реакцияны жазасыңдар дейді ғой. Азаты бізде кім болды бағанағы? Марганцовка болды, күлгіністі сон жазам. Калий, марганец, O4. Оған менде тұз қышқылымен әсер етем. Нәтижесінде хлордың газын алам. Одан кейін барып менде калийдің хлоридін алам. Одан кейін менде қандай қосылса алам? Марганецтің оксидін алам. Одан кейін барып менде мына жерден суды алам, иә. Сосын енді реакцияны теңестіріп алу керек. Сосын бүйтіп айтты. А газынан сатылап алынған газ көлемі әр сатыдағы шығым менде 80% құрайды дейді. Әр сатыдағы шығым деген есептер байқасаңдар көбірек келіп жүр, иә. Аха, Маржан, курста баспа, иә. Мынау нұсқа болғанда, мынау видео сабақты айтып жатсыз ба, әлде мына PDF файлды айтып жатсыз ба? Сосын енді осы жерде алынған нәрсені біз не істейміз? Хлор бар. Хлорға мен калий гидроксидін қосам. Ол жерден тоже менде не алынды? Калийдің хлориді алынды. Калий, хлор, OH алынды. Плюс ол жерде менен, яғни H2 алынды. Теңестіргенде біз қалай теңестірдік? Мынаның алдына 5 қойдық, мынаның алдына 6 қойдық, мынаның алдына 3 қойдық, мынаның алдына қанша қойдық? 6, 3, мынаның алдына 3 қойдық, иә. Сөйтіп енді айтады,
сатылап алғанда газ көлемі әр сатыдағы дейді. Енді біз ең соңынан калий хлор ойышты марганецтің 4 валентті оксиді катализатор қатысында қыздырдық, иә. Мына жерден оттек газ алынды. Мынаның алдына 2, мынаның алдына 3, мынаның алдына 2. Осылай бізде бүйтіп сұрап тұр ғой. Сатылап алынған газ көлемі дейді. Сатылап алынған газ көлемі деген сөз мына оттегінің алынушылығын айтып отыр маған. Бірінші бүйтті ғой сонда. Марганецтің 4 валентіне тұз қышқылмен әсер етті, нәтижесінде хлор газын алды. Хлор газына менде не істеді? Калий гидроксидімен әсер етіп бертолий тұзын алды. Бертолий тұзын қыздыртты, нәтижесінде оттек газын алды. Осы әр саттағы шығымы мына жерде 1, 2, 3 саты тұр ғой. 3 сатының барлығына 80-80% дегеннің барлығын не істейміз? Қосып шығамыз. Аха, енді кетіп келесі. Енді әртүрлі болады, өздерің келген нұсқаларыңа байланысты болады. Марганецтің хлориді. Бірінші реакцияда марганецтің қай жерінде? Мына жерде ма реакция түзілетінді? Иә, мына жерде марганецтің хлориді. Марганецтің хлориді түзілетін реакция. Енді хлоридтерді алып шығады. Типа, бізде хлоратпен реакциясы бар еді ғой, калий хлоратпен марганецтің, яғни тұз қышқылының. Сөйтіп енді ары қарап реакцияларды жазамыз. Реакцияны теңестіргенде қанша болады? Тұз қышқылының алдына қателеспесем, қанша қоятын еді? 16 ма? Үлкен сан қоятын еді ғой, еске түсіріп көріңдерші. 16 деп қойып көрейінші. Сутектердің хлорлардың санын нешеге теңестіреміз енді? Марганецтің алдына мен нешені қоям? Кішкентай саннан бастап қойып көрейін, 2-ні қойып көрейін. Мынаның алдына 2-ні қойсам, марганецтің алдына 2-ні қоям. Хлорлардың саны 16 болып тұр. Мына жақта 4-еу, мына жақта 2-еу. 4-ке 2-ні қоссаң 8. Мына жақта қанша болып тұр? 6 болып тұр. 16 болшы, мынаның алдына 5 қоям ба? 5, 10 болып тұр. 10-ға 2, 16 болып тұр. Барлығы теңесіп тұр. Сутектердің саны 16. Онда мен аның алдына 8 қоям, қателеспесем. Сөйтіп айтады, 31-де 63 грамм азаты. Мынау менде 31-де 63 граммды құрайды. Маляр массасын есептесіңдер. 16 көбейтілген 4 плюс марганец қаншаға тең? Марганец менде 55-ке тең екен. 55, оған 39-ды қосам, оған көбейтем 2-ні. Мына жер менде 316 болады. 316 грамм бөлінген менде молға сәйкес келеді дейді. Сосын енді еще әр реакцияда менде газ бар, иә. Мына жерде менде қалай ойлайсыңдар, сендерге кімге қалай ыңғайлы? Массамен шығарған ба, зат мөлшерімен бе, әлде көлеммен шығарған ыңғайлы ма сендерге? Шығымды табыңдар деген әр саттағы енді зат мөлшерін тапсақ болады, немесе массасын тапсақ болады. Мөлшер дұрыс дейді. Давайте мөлшермен шығарайық. Мына жерде зат мөлшері 5. Мына 5-ті 31-де 63-ге көбейтіп, мынаған бөлім, нерден сонда менде зат мөлшері шығады. Сөйтіп 5-ті көбейтем менде 31-де 63-ке, оны бөлім менде 316-ға. Нәтижесінде менде нерден 0,15 шықты. Артындағы сандарды алмайым, бірақ қазір қате шығып қалмасын, бірақ 0,15 шықты, 0,15 мол шықты ғой. Әр саттағы шығымы 80% құрады дейді. Онда 0,15 мол, ол менде неше процентті құрайды? 100% құрайды да, ол жерде менен неше 80%-ін табам. Нерге x. X деп осыны есептеймін. Көбейтілген менде 0,8. Сол кезде менде 0,4 шығып қалды ғой. 0,4 менде мол шықты. Осы 0,4 мольді мен наяққа қоям енді. 0,4 мол, астына мен 3 мольді қоям. Сөйтіп барып мен қарай енді. Нария, хлор, калийдің хлоратын наяқта бар, наяқта бар. Нерде зат мөлшерін табам. Астына мен 1 мольді жазам. Сөйтіп мына 1 мольді 0,4-ке көбейтіп, 0,3-ке бөліп, нердегі зат мөлшерім шығады осында. Яғни 0,4 бөлінген менде 3, нәтижесінде менде 0,133 мол шығады. Енді осы шықты ғой менде. Енді мыналар шатастырмайсың. Нерде шыққан? Мына жерде шыққан. Әр сатта 80% есептеп отырасың. 0,133 мольді құрайды. Ол менде 100% құраса, оның мен 80%-ін табам. Мына жер x тең, оған көбейтем менде 0,8-ді. Ол жерде 0,167 деген сандар шығады. Мен осыны енді наяққа қоям. 0,106-ды 67, нормалер массасы қанша болды бағана? 241 деген болды ма? 16 көбейтілген 3 плюс 35 те 5, оған қосам 39, оған 2-ні көбейтем 245. Жоқ, мен зат мөлшерін шығарып отырмын ғой. 7, астына мен 2 мол жазам. Осы жерде мен мынаның несін табам? Алынған көлемі деген ғой газдың. Нерге мен 67-де 2-ні жазам. 67-де 2-ні мынаған көбейтіп, мынаған бөліп осыгеде шығады. 67-де 2 көбейтілген 0,1067, оны бөлем менде 2-ге. Сол кезде менде мынандай шығады 3,58-де осындай сан шығады енді. Бірақ нерде менде мынандай вариант бар, иә? С вариантында. Айтып көріңдерші, осы вариантқа сәйкес келеді ма, әлде тағы бір нәрсені есептейміз ба? Аха, жұмбақтарды шешіп алсаң оңай. Шығым, иә? Мынау енді менде неше процентті құрайды? 100% құраса, оның мен 80%-ін табам. Нерден x тең ең соңғы жол, оны көбейтем менде 0,8-ге. Сол кезде менде 2-де 87 шығады. Жауап менде В варианты болады. Шатасып кетпейміз, 3-те 58 деген сөз бізде ол шығымсыз есептегенде. Ал соңында біз шығыммен есептеп керекпіз. Жауап В, 2-де 87. Біз 3-те 58 деген бірінші белгілеп көрсеттім. Болды ма? Түсінікті ма контекст?
Сұрақтар бар ма контекст бойынша? Мына реакциялардан мынаны не қылмай ақ қояйыншы, иә? Мына 32-ні көрсетпей ақ қояйын. Бұл уже хлордың реакцияларында бар. Тоже біз бағана бұның бәрін теңестіріп кеттік ше. Мына жақта реакциялардың бәрін жаздық, мыналардың бәрін санай салу керек. Марганец 4 вариант оксидіне тұз қышқылмен калий хлорат қыздырғанда деген сияқты өнімдердің бәрін мына жерде бертолет тұзына тұз қышқылы бәрін жазып кеттік. Келіп теңестіріп ала саласыңдар, немесе екінші бөлім кітабын қараңдар, бірінші тақырыбында галогендер деген тақырып бар, сол жерде жазылып тұр. Сәйкестендіру ацетилен мен бутаденді алуға болатын бізде заттарды сәйкестендіріңдер дейді. Ацетилен мен бутаденді алуға болатын. Ацетиленді біз кімнен аламыз енді? Ацетиленді біз мынадан алсақ болады, метан мен этаннан алсақ болады. Енді сұраққа жауап беріңдерші, метаннан бізде қанша градуста қыздырған кезде ацетилен алынады? Дұрыс, 1000 градуста. Ал метанды мен бүйтем 1000 градуста қыздырам. Нәтижесінде мен ацетилен алам, плюс менде сутек газын алам. Сөйтіп, мынау менде, яғни С2H6-нан сутек газын шығарып тастайтын болсам, егер 4 сутек шығарып тастайтын болсам, С2H2 ацетилен алынады. Яғни сутекті шығарып тастау деген сөз, ол дегидрлеу деген мағынаны білдіреді. Осыған сәйкес келеді. Енді бутаденді кімнен аламыз біз? Бутаден. Айтып көріңізші, бутаденді кімнен алсақ болады? Бутаден. Ол алкадемдер. Этанолдан қандай реакциямен аламыз? Айтып көріңдерші. Сосын, тоже қасында кім бар? Нитробензолдың дымға түсі жоқ ацетиленменше, мына екеуін өтірік шайып жазып жібере салған. Бутан деген тұр, анилин деген тұр. Анилиннен біз ала алмаймыз. Жауап сонда менде этанол болады. Этанолмен бізде неде бутаннан аламыз. Бутаннан просто бутаденді алу үшін бутаден деген сөз. Бізде формуласы не ғой? С4H6 ғой, дұрыс па? С4H6 бутаденнің формуласы, ал бутанның формуласы С4 менде H10-ға сәйкес келеді. Просто құрамынан сутекті шығарып тастай саламыз, бітті сонымен. Екеу деген сияқты. Ал этанолдан қандай реакция аламыз? Спирттің құрамынан, мынандай реакцияны білесіңдер ғой. Спирттердің құрамынан егер, Лебедев реакциясында алюминийдің және мырыштың оксидтері катализаторы қатысында біз осы этанолдан бұның реакцияның атауы ғалымның атауымен аталады, немесе екі реакция қаталатады. Құрамынан дегидрлеу деген сөз осы этанолдың құрамынан сутекті шығарамыз бірінші, одан кейін суды автомат шығарып тастаймыз. Ол реакция қандай? Яғни менде С2H5OH, ол жерде менен С4H6 плюс, яғни H2 шығады, плюс менде сутек шығады. Мынаның құрамынан шығарып тастайды. Енді мына жерде мынаны автомат екі еселейді. Сол кезде 4 көміртек атомы бар қосылыс шығады, су шығады, дегидро, яғни бізде дегидрлеу және дегидратация. Болды, осылай теңеседі. Алыну жолдарын бәрі өтсеңдер, білесіңдер. Енді мына вариант, бұны енді жатқа білесіңдер деп ойлаймын, қаңтарда келген. 220 консервант, 200 консервант деген сөз мына екеуі варианттарда. Міне, осы екеуі. Екеуі де консервант. Бұл ең көп келгендер, Мына 11-ші сыныптың кітабында бар, мына 10-ші сыныптың гуманитарлық бағыт кітабында бар. Болды. Келесі, бізде бүйтіп айтады, енді бұл да сапалы реактивтерді белгілей алу керексіңдер, бүкіл органикалық қосылыстардың сапалы реактивтерін жаттаусыңдар өз санаулы ғана. Органикалық қосылыстарда тор санаулы ғана. Бізде бүйтіп айтады, глицерин, 3 атом спирт оған купрумашекмен әсер еткенде, ол менде көп атом спирттерге купрумашегі сапалы реактив. Нәтижесінде менде көк түс пайда болады, есте сақталасыңдар. Яғни бұл жерден мыс глицераты пайда болады. Глицерин мен купрумашек әрекеттесіп мыс глицераты түзіледі, фенол мен азот қышқылы реакцияға түседі, нәтижесінде тринитрофенол түзіледі. Бірақ айтыңдаршы маған тринитрофенолдың түсі қандай болады? Мынау енді біз көк екендігін білдік, мақұл. Көп. Ал фенолдың пикрин қышқылы деген сөз 10 сыныптың яғни екінші бөлім кітабының соңғы жағында жазылған сары түсті. Сондықтан түстерді жаттап аласыңдар, бітті. Мынау сендерде фенолдың варианты мынаған сәйкес келеді. Мынау мынаған сәйкес келеді, көк деген мынаған сәйкес келеді. Болды, осының бәрін жаттап алу керексіңдер, бұның бәрі теориялық сұрақтар. Қосылыстарды дұрыс сәйкестендіріңіз дейді. Айтады, құрамында менде азоты бар қосылыстар, құрамында көміртегі бар қосылыстар дейді. Құрамында көміртегі бар қосылыстар. Глиноземнің формуласы қандай? Глинозем айтыңдаршы. Формулаларды жаттау керексіңдер. Көміртегі бар қосылыс, поташ, несепнар, карбород дейді. Глиноземнің құрамында бар ма? Глинозем. Поташ, калий карбонаты, дұрыс. Ал азот бар қосылыстарға кімдер жатады? Карборонт, мәрмәр, ас содасы дейді. Карборонттың құрамында менде силициум С, көміртек бар. Мәрмәрдің құрамында кальций карбонаты, көміртек бар. Ас содасы натрий HCO3,
бәрінің құрамында көміртек бар, иә. Міне, сосын әсіресе бұл жерде оңай нәрселер жазылған. Сендерде көбінесе 4-ші атом элементтеріне байланысты сұрақтар келеді. 4-ші атом элементтері қалайы, Германия, қорғасын деген элементтерді оқитын болсаңдар, олардың қосылыстарының атаулары сәл күрделі. Жаттаған кезде жаттауда қиындау. Сондықтан 10-шы сыныптың 1-ші бөлімінің соңғы параграфында 4-ші атом элементтері деген жерде формулалардың жинағы бар. Соны жазып жаттап аласыңдар. Сосын құрамында азот бар қосылыстарға кімдер жатады? Несептінар, чили селитрасы, мүсәтір спирт жата ма? Несептінардың формуласы қандай? Чили селитрасының құрамында натрий нитраты бар. Яғни екінші вариант менде наған сәйкес келеді, иә? Сильвин, карналит, карунт. Карунттың құрамында не бар? Карунт дегенді айтып көріңдерші. Аха, дұрыс белгілесіңдер. Формулалардың бәрін жаттай алу керексіңдер. Аха, мүсәтір спирттің құрамында NH4OH, ана несептінардың формуласын білесіңдер. Ол азот, яғни азотты өндіру 11-ші сыныптың тақырыбында бар формуласы. Одан кейін барып сендерде кім бар нерде? Чили селитрасы. Болды, ол нитрат деген сөз. Нитраттың құрамында міндетті түрде азот бар. Тұзсызбейтін оксидтер. Тұзсызбейтін оксидтерге СО, NеCO, одан кейін барып қандай? Силициумға. Фосфордың бисвалент оксиді тұз түсіп, мынау түзеді, иә. Болды, мен осындай варианттардың сенің белгілейді екенмін. Сосын нелерде, егер осы жерде ненің оқушылар болатын болса, оксидтер деген базаның ішінде бірінші бетінде тұр. Жазылып тұр. 4 штук болып. Оң жағында. Ананас, алма, банан естес күрделі эфирлер дейді. Усманова кітабы бойынша мәліметтер келген. Давайте айтайық. Нелерге байланысты? Май қышқылының бутил эфирі, май қышқылының метил эфирі, сірке қышқылының изобутил эфирі. Тоже көмірсулар деген базаның ішінде жазылып тұр. Сендерге осылардың суреттерін қойып қойғам. Просто соларды қарайсыңдар да соны жаттап аласыңдар. Яғни енді андай айтып көріңдерші, ананас иісті кім ол? Құрамында қанша көміртек атомы бар? Алма иісті кім? Банан иісті кім? Мына жерде ғой ең бірінші. Бәрі бутил деген, метил деген сөздер бар. Сірке қышқылының изобутил эфирі деген сияқты. Банансы, май қышқылының бутил эфирі, яғни бізде ананас дейді, иә. Сосын банансы, сірке қышқылының изобутил эфирі. Ал алманыкі қандай болады? Алманыкін табыңдаршы. Аха, май қышқылының метил эфирі. Жауаптардан сонда мен мына 3 вариантты да белгілеймін, иә. Бұл просто теория. Ең ауыр, ең жеңіл, ең оңай балқитын металдар. Ең ауыр менде кім? Осми. Ең жеңіл литий. Одан кейін ең оңай балқитын сұйық кездесетін кім? Литий. Литий апай. Литий ма? Жоқ, литий ең жеңіл металға жатады. Ең жеңіл. Осми ең. Сынап апай. Сынап, я сынап сұйық кездеседі. Сондықтан ол ең оңай балқитын деп сол үшін айтады. Келесі OH ион арқылы анықталатын иондар дейді. Сапалы реактивтерді сұрап тұр. Бұл жерде мен феррумды белгілеймін, купрум OH-ты белгілеймін, цинкті белгілеймін. Бітті. Өйткені мына феррум OH2 шығады, жасыл түсті тұнба, купрум OH2 шығады, көк түсті тұнба, цинк OH2 шығады, ақ түсті тұнба. Бітті. Осылар менде нелердің рөлін атқарады? Сапалы реактивтер. Сызықты молекулалар дейді. Сызықты молекулаларды сызу үшін біз формулаларды сызу керек. Берилий нешінші топта? Берилий 2 сутекті орналастырамын. Мынау бір бұлт түзет, мынау екінші бұлт түзет. Біреу S, біреу P. Формуласына қарап, бір сызықтың бойында тұр, сызықты молекулаға жатады берилий OH2. Одан кейін, аха, көміршіл газы, сосын магнийді ортаға жазам, екі жағынан хлор тұзам. Қарасаңдар, орналасуының өзінде бір сызықтың бойында ғана тұр. Бұлай, SP. SP гибридтен типін түсет. Одан кейін SO2. Көміртек жазам, екі жағынан оттек тұзам. 1, 2, SP. Барлығы менде бір сызықтың бойында орналасып тұр. Мысалы, мен егер мынаны сызатын болсам ше, басқа қосылыстарды сызатын болсам, менде уже белгілі бір бұлттары бар, иә. Мысалы, менде мына жерде H2O деген қосылыс сызсам. Оттек, енді мына бір сутек бар, мына менде бір сутек бар, бірақ бұның молекуласы сызықты сияқты болып көрінеді, бірақ оттектің жоғары валенттілігі бар. Оттек ол нешінші топта орналасса, 6-шы топта орналасып тұр ғой. Мына жақтан нелерден біреу, екеу, 3, 4, 5, 6. Мына жақта бір бұлт, мына жақта бір бұлт түсіп кетеді. Яғни бізде сызықты молекуланы түспейді уже. Сонда жауаптан А, С, Д варианттары деген белгілейді екенбіз. Әрбір сұрақтар енді сендерге өте маңызды. Нұсқа талдаулар тек бұл қайталау мақсатында ғана. Бірақ көбінесе нұсқа талдау арқылы біз көбінесе өзімізге не аламыз, қандай теориялық сұрақтармен жұмыс жасау керек деген нәрсені біз ойымызға аламыз. Сол кезде біз сұрақтардың барлығын оңай шеше аламыз. Так бүгін мына сұрақтың ішінде олем есебі жоқ болды, бірақтан қоспан есептері және пластинкан
есептері болды, 4 шығымға қатысты есептер болды. Қалғандардың біразы теориялық сұрақтар және де именно биорганикалық теориялық сұрақтарға қамтыдық. Скрин жасайтын болмай қалды ше, файл өшіп кетті ше, сондықтан мына записьті сақтаймыз, соны жіберіп қоямын, иә. Тоже алдағы апталарда уже наурыз бұты басталып кетті ғой. Наурыз бұтын сұрақтарын өстіп талдап отырамын, чаттан шықпай ақ қойсындар болады. Сосын наурыз бұтыға кіріп шыққан оқушылар болатын болса, маған осындай сұрақтар келді деп айтсаңдар жақсы болатын еді. Группаға жазамын, бірақ уақытын, осы кезде болады деген сияқты. Сол кезде кіргіземін, иә. Просто мен әлі сұрақтар жинап болған жоқпын да. Яғни белгілі бір нұсқалар келді, әлі оқушылардың көбісі кірген жоқ. Енді ғана басталғаннан кейін сұрақтарды жинаған жоқпын әлі ше. Вроде біраз сұрақтар бар. Енді мен сендерге мына талдаған нұсқам, негізі бұлардың барлығы былтыр наурыз бұтта келген сұрақтар бар, жыл сайын қайталана береді. Тек өзгерістер болатын, есептерге ғана өзгерістер бола береді. Сәл логика қосылады, а так былай сұрақтардың барлығы всегда қайталанады. Вот, вроде біз бүгін неше сағат өттік, 2 сағатқа жетпедік, бірақ бір нұсқаны бітірдік. Әдемі. Сұрақтарың бар ма? Жоқ па оқушылар? Өшіп кетті ше, бағана ше, оқушылар 37 бола ма болғанда. Қарап алыңдаршы, қазір өшіп кетпеді ме, көріп алайын. Міне 37. Мынау менде ненің кітаптарында бар, оқысаңдар болады. 11 сыныптың гуманитарлық бағыт кітабында бар, немесе бізде андай неде бар. Ненің кітаптар бар ғой, ең маңызды Усманова кітабы деген бар, 9 сыныптық, сол жақта жазылып тұр. Одан кейін 39 міне. Мына бұлар жаттамай ақ қойыңдар, сапалы реактив деген білетін жарсыңдар, бұлардың түстерінің барлығы бар. Оны 9 сыныптардың кітабының үстінен гидроксидтердің түстерін жаттап алсаңдар болды. Сол кезде анықтай аласыңдар. Жерде оңай енді форматта берілген, бірақтан анилиннің формуласы қандай дейді? Анилиннің формуласы С6H5NH2. Немесе оның формуласы, яғни былай, бұрындық формуласы NH2. Болды ма? Сұрақтарын жоқ қой, сақталған, бірақ қазір бұл 1 минутта бірден сақталмайды, ертең жіберемін, иә? Міндетті түрде сақтап өзім курста оқушылар